Мен бұл арада діндарлардың барлығын сындап тұрған жоқпын. Не бір тақуалар бар, не бір аш-жалаңаш жоқшылық халде жүрген тақуалар бар, не бір адалдар бар, не бір таза өмірін дінге арнағандар бар. Олар бұның сыртында, оларды Алла білуші жүректерді. Бірақ мынау аталмыш жаңағы жылына бір айда бір 2 уағыз айтып қойып, ютубке салып қойып, машалла деп хрустал ашамайларын жуып жүрген, медреседе қатырып тұрып 5 жыл оқып алғаннан кейін сонысын езбектеп 50 жыл уағыз айтып жүрген, сол дастарқандардан ауылдың әкімдерінен, аудан әкімдерінен, бай кәсіпкерлердің үстіне мініп алып, сол бай кәсіпкерлердің анау дін туралы толық сауаты жоқ, бірақ соларға беріп қойсам болды деп жүрегі тынышталатын. Солардың үстіне мініп алып, тоқал алып, қажылыққа барып жүргендерден мен осыны талап қыламын. Ойланайықшы. Мен тағы да христиандарды мысалға келтіргім келеді. Адамдық құқықпен айналысып жүр. Адамдық құқықпен айналысып жүр. Қайсы күні тағы бір құжатты фильм көрдім. Оңтүстік Корейдің побы. Визасын аштырып, Қытайшасын үйреніп, Қытай Халық Республикасына келеді. Анау өз Оңтүстік Корейдің кәдімгі поп. Бүкіл сол поптар жаңағы мынау солтүстік Корейден қашып Қытайға, мынау шекарада мынау Қытайлар пулеметпен оқ жаудырады екен. Солтүстік Корейдің анау фашистер оқ жаудырады екен. Содан әйтеу қашып пысып, анау өзеннен малтап өтіп, анау пойыздың астына былай асылып өтіп, сөйтіп әйтеу аман есен Қытайға жеткен корейлерді мына Монголияға, ана ойлаңдаршы, солтүстік Корей мен Қытай шекараласады. Соны алып өтіп, құжатын жасап, жалған құжат жасап, Монголияның ең жайлаулары арқылы мына Қытайға тән ішкі Моңғол өлкесінен ана жайлаулардан, таулардан арып ашып отырып, Монголияға апарып, Монголиядан ұшақпен ұшырып, Оңтүстік Корейге тасиды екен. Жылына бәленбай мың солтүстік Корейдің жаңағы қашқан міскіндерін құтқарады екен. Поп екен, поп. Өзі содан ұсталып, Қытайда бәленбай жыл дүрмеде отырып, абақтыда. Содан қазір Оңтүстік Корейге қайтып. Соның құжатты фильмін көрдім. Бұл елдің діни адамдары не деген діни адам? Біздің молдекеңдердің назарын, бізде молдекеңдерген бұлай ғада. Субханалла, субханалла. Ойбай, машалла. Бұна жақ, ойбай. Бұл қалай қалыптасып қалған образ? Аналарың дегеніңен жан таласып жүр. Аналар, діннің де адамы, дінінде айтады, шіркеулерінде еңіреп тұрып уағызын айтып жүр. Қызығасын, өздерінің наным үшін беріліп тұр. Анау қашқан піскіндерді құтқарып жүр. Анау солтүстік Корейлер, олар христиан емес кейбіреу, олар сол жан бағалмай аштан өлгенбек болғаннан кейін қашып жатыр. Олар соны құтқарып жүр. Анау енді құмда, далада, ана шөлде соларды ана Монголияға тасиды екен. Жолда Қытай, Моңғол мен Қытай шекарасында Қытай ол автоматпен қырып салады екен бәленбайын. Түрмесінде отырады екен. Не деген адамға, адамның өмірін құтқарудан артық не бар? Адамның өмірін құтқарудан артық не бар? Олар не деген? Мына жүректері махаббатқа толы, өзінің бауырларын құтқарып жатыр. Не деген жүректері махаббатқа толы. Аман болыңыздар қалың елім қазағым. Аман болыңыздар аталмыш діни фанаттар. Қазақтың қамын ойлап алайық. Қазақ үшін жақсылап тұрып еңбек етуге тырысайық. Әлемдегі ең қатты езілген халық қазақ. Ең көп қырылған халық қазақ. Қақы, құқы ең көп тапталған қазақ. Миллиондап қырылған халық жер бетінде қазақтан басқа екінші бір халықты табу қиындау. Кеше Жоңғардан қырылса, бүгін Орыстан, Орыстың қуыршағы болған Жоңғардан, Жоңғардың қуыршағы болған Тоқайдан қырылды. Қытайдың тепкісін көрген қазақтарымызды Америкаға жеткізе алмай, емдете алмай, Қытайдың қылмысын аша алмай біз отырмыз.
Қытайдың жоспарын кеше жарияладық. Тағы да 8 миллион мұсылманды фашистік концлагерге қамайды екен. Сол концлагерді тоқтатудың жалғыз жолы Қытайдың лагерінің тірі куәгерлерін дүниеге жеткізу, Қытайдың қылмысын ашу, батыстың қолымен санкция салғызу. Дәл Қытай бүкіл адамзаттың жауы болып тұрғанда, сол сіз баратын Саудияңыздың қанзадасы Қытайдың құшағына өзін атты. 18 жылы Қытайдағы мұсылмандар ең бақытты мұсылмандар, Қытайда мұсылмандарға қысым жоқ деп сол Салман қанзада айтты. Сол сіздер білім алатын Египет мыңға жуық ұйғырды бәленбай жүз қазақ, қырғыз, дүнгенді тұтқындап ап, сол Қытайдың полициясымен бірге қуып жүріп тұтқындап Қытайға қайтарып берді. Египеттен Кайродан жеті қазақты Шарма-Шайхқа қашырып, одан Түркияға апарып, нағыз ата жұрттың тағы бір молда бауырларымыздың көмегімен, қаржылай көмегімен Түркияда аман есен сақтап қалдық. Сол сіздердің тоқалдарыңыз барғанды жақсы көретін, анау қымбат киім-кешектерді алатын Дубайдың елі Катармен қосылып, бәленбай қытайлық мұсылманды Қытайға қайтарып берді. Ойланайықшы. Иә, өте көп санды молдалардың басы мына IQ дамымай қалған. Ол да ашты шындық. Қазақ бір есі дұрыс емес, тентек, сүмелек, бір содыр сотанақ, бұзық бұзақы болған баласын адам болсын деп медресеге беріп қойды. Содан әгі содыр сотанақ сол медреседе жүріп, сол ең соңында бір 20 хадис, 20 сүре жаттап алады да соған деп шығады. Содан әгі азамат болған тарс еткізеді да оған бір жаңағы қалай илесең де көнетін бір өзі сияқты тақуа қатын теді, сосын тіпті машалла дейді, тоқал теді. Сосын ана екінші бір тентегінісін айтады, бұл жақсы екен. Ана ағамыз жүр ғой, әне өзі бай, шіріген бай, мына жуан түйедей жеңгемнен артық қатын алой, мына дінге келсең жақсы 4 тоқал аласың, қатындарыңда амал жоқ отырады, 4 үй дайын, 4 джип дайын, 4 коттедж дайын, 4 тоқал дайын, машалла туып жатыр. Анау мықты бай болып, боксер болып, бизнесмен болған ағамыз ана түйедей жеңгемізден аса алмай отыр, оның қасында мынау жақсы екен десе, оның әгі содыр сотанақ сүбелегінісі, ол да машалла деп ашамай жуып хрустал ашамайдылардың категориясына кіріп кетеді. Мына еврейлер мына басын сынап, IQ-ін сынап, басы істейма, логикасы, шешендігі, білімі, ойлауы, математикалық ойлау, жаратылыстық пәндері бәр ең керемет. Ең мына миы дамығандар, мына IQ неше түрлі тесттер, сынақтар алып, мына фантазиясын ойлап, ең кереметтеріне дін оқытады екен. Дін оқи алмағандары сол физика, химия, жаратылыстану, ана ракета-пракетаны оқып, содан олар ғылым докторы болып, профессор болып, бірақ ана дін оқығандарды көргенде бетеп жасқаншақтап тұрады екен ана профессор. Неге? Ол кезінде дін оқуға құқы болмай қап, содан физика оқып, содан Нобель алып қап, содан профессор болып қапты да. Бірақ ол 1000 жерінен профессор болып, 1000 жерінен Нобельді бәлем мәрте алса да, ана дін оқығандарын көргенде ол бетіп иіліп сәлем жасайды екен. Неге? Оның дін оқуға толымдылығы болмаған екен. Ал бізде айту, медресеге баласын кім берсе болды, ол психикалық ауытқуы бар ма? Оның сол дін оқуға толымдылығы бар ма? Ол бір жынды есуас па? Ол өтірікші ма? Оның миы мүлде істемейтін бір жарты ми ма? Қарамаймыз, ала береміз. Содан жаңағы жарты ми отырып алады да, машалла деп жаңағы жаттап алған хадисінен бір ауыз ары бері айта алмай отырады болды. 20 жыл бұрын бірдеңкені сұрасаң соны айтса, 20 жылдан кейін соны айтады. Ол ештеңкені ойлай алмайды. Ештеңкені. Өмірдің өзінде ол бір қатып қалған робот сияқты анау. Автоответчик деген бар ғой қазір кез келген мекемеге. Қазақ тілі керек болса бірді басыңыз, орыс тілі керек болса екіні басыңыз. Английский нажмите 3 деген сияқты. Одан не сұрақ қойсаң да сол да. Аллах білуші. Қандай күрделі сұрақ қойсаңыз да, Аллаху әлім, Аллаху әлім, Аллах білуші, Аллаға тапсырайық. Дұға жасайықшы, дұға жасайық. Аллах білуші. Керемет жауапты. Қандай дүлей сұрақ қойсаң да, қандай күрделі бар. Аллах білуші дейді, болды. Кереметті.
Осындайдан арылатын кез келді ғой. Сосын мынау дін саласында жаттанпаздықты, догмашылдықты қойып, мына бас істейтіндерді молдалық оқытайық та, қалғандарға өнерге, кәсіпке, анаға, мынаған жіберейікші. Қазір осы дін саласы, бұл білмейсің мына молдалардың, мына қазіргі аталмыш уағызшылардың, енді солардың мен бастарын IQ-ын тексерсем, солардың көбі бар ғой. Солардың көбінің IQ-ы, мына бас қабілеті, мына логикалы ойлау қабілеті. Енді білмеймін. Өмірде екі сөздің басын құрап айта алмайтын. Логикалы адам ретінде ойлау қабілеті жоқ. Тек нұғымашылдық ұстап алған, қатып қалған бірдеңкесінен басқа ештеңке айта алмайтын. Басы даммай қалған, ми клеткасы даммай қалған. Ондай адамдар дінді қай жерге жеткізеді? Мен бұл арада дінге тиісіп жатқан жоқпын. Мен Алланың бірлігіне, барлығына, пәктігіне, хақтығына ежелден бар мәңгілік теңі жоқ, теңдесі жоқ, ұқсасы жоқ, серігі жоқ екендігіне сеніп иман келтіру үшін. Мен біздегі діни фанатизмді жек көремін. Айналайындарым, қаржының әрбір тиыннан есеп бересіңдер. Ертең тозақтың отында сол 100-ші мәрте жасаған умра қажылығыңның әрбір тиынынан есеп бере алмай еңіреп отырма. Сен естімедім, көрмедім деме. Қазақ қазір 10 мың қазақ түрмеде отыр. 10 мың қазақтың 10 мың әкесі, 10 мың шешесі, 10 мың аға, 10 мың бауыр, 10 мың әпке, 10 мың қарындасы, 10 мың ұлы, 10 мың қызы зарлап отыр. Есептей бер, қанша 10 мың кетті. Ал сендер 100-ші мәрте қажылықтарыңа, 20-ші мәрте үлкен қажылықтарыңа бастарыңды қатырып жүрсіңдер. Қытай қазақтарына қысым күшейді. 新疆伊犁峨敏县一名哈萨克族人透露，当地公安在11月上旬约抓捕了500名哈萨克族人。 Тек сонда ғана азаттықтың ақ таңы жамырап алдыңнан атар.
қансыраған жерімді қалың жаудан тазартып, Алла тағала қазағымның шаңырағын мәңгі биік қылсын. Сұрағанда әкем, атам, екі ағам Қытайдар қамап тастады. Күн әлемнен шешімге әкем берілгенін сұраймын. Мен шешемді қатты сағындым. Медетің Тәңірдің киесі көкбөрі мәңгі желіп жебесін. Сіздерден көмек сұраймын, әкемді әкемдеріңізді. Санып намыспен менің босанып, жауларын жайпап жусатып, ай-ай-ай арлан боп жолда бұлғырғанып, жақсыдан үнсіз сыртанып, жүзінен жүрір нұр тамып, ай-ай. Семсерін кесіп сертіңді, мүсірін басып өртіңді, кім оғар ішкен ертіңді, ай-ай қозғаған отына күйіп намыстың, жақпенен жалғыз алыстың, қапығаттан айзар құштың, ай-ай боздаған. Қазақстан бойынша біздің есептеуімізде 500-ден артық қазақтың баласы, оның көбі Қазақстан Республикасының азаматтығын алған. Осы балалар қазір тірі жетім болмады. Кейбіреулерінің әкелері, кейбіреу шешелері Қытайда жазықсыз қамалып. Тәңір болсын медетің, Тәңірдің киесі көкбөрі мәңгі желіп жебесін. Еңіре-берлер тусанып, намыспен менің босанып, жауларын жайпап жусатып, ай-ай-ай арлан боп жолда бұлғырғанып, жақсыдан үнсіз сыртанып, жүзінен жүрір нұр тамып, ай-ай. Семсерін кесіп сертіңді, мүсірін басып өртіңді, кім оғар ішкен ертіңді, ай-ай қозғаған отына күйіп намыстың, жақпенен жалғыз алыстың, қапығаттан айзар құштың, ай-ай боздаған. Көтеріп шөгін елінің оңын өткен арылдар, рухың мәңгі лаулаған оттай өшпес жалындар. Бұл далада жеті атамның қураған сүйегі жатыр. Естеріңде болсын, кім көрінгенге таптатпай. Мынау Америка, Еуропадағы діни ұйымдар тек қана христиан емес, Иеговасы да бар, католигі де бар, еврейлердің ұйымдары да бар. Бұлар өздеріне түскен жылудан кәдімгі мемлекетке есеп береді. Біздің молдекеңдердің есебін киембілер ғана алады, білем. Киембілер алып барымталайды, молдекеңдер киембімен бөліседі, онда білем. Ол тағы да мынау кішкене мешіттердің имамы емес, ана дәу дөңкиген, ана ірі қаладар, Алматы, Астана, облыс орталығындағы дәу ана 100 миллион түсетіндер бір жұмада. Бір жұмада 100 миллион теңге түсетін мешіттер, солардікі. Сонымен молдекеңдер бірімен бірі қырқысып, бірімен бірі бейтіп, кеңірдегін жұлысып ап, ja бөледі, мынау менің, сенің 2 ақ тоқалың бар ғой, менің 4 тоқалым бар деп қырқысып алып. Содан кейін бар, одан қалғанын киембігі айтады енді. Алла разы болсын сіз. Мен мынау қазақтардың жүрегінің тас болып қалғандығына таңырқаймын. Тас болып қалғандығына таңырқаймын. Сосын мынау діни фанатизмге таңырқаймын. Айналайындар, үлгі алайықшы айналадан. Ассалаумағалейкум көпшілік. Ассалаумағалейкум қалың елім қазағым. Ассалаумағалейкум қарорман халқым. Армысыздар алталаш.
Қалың елім, қазағым, сіздерге осы сұрақпенен бір сыр сұхбатымды айтқым келіп отыр. Қажы қаржыны қайдан алады? Мен бұл сыни пікірімді айтудан бұрын қалың елім қазағыма өзімнің мұсылман екенімді және ата бабамнан әлмисақтан мұсылман екенімді айта отырып, мұсылман бауырларымның көзін ашпай, ойланбай, діни фанатизммен ауырып, мынау елді, халықты құтқаратын, қауіптен арашалайтын ең бір шешуші сәтте фанатизм мен радикализмнің және көрсоқырлық пен дүмшеліктің батпағына батып жатқандығын ашына отырып айтып, көздерін ашсам, көкірегін ашсам деймін. Біз жаратушының, Алланың бірлігін, барлығын, пәктігін, хақтығын, ежелден бар мәңгілік, теңі жоқ, теңдесі жоқ, және біреу, ұқсасы жоқ, серігі жоқ, біреу екендігін айтып, зікір етуші, шүкір етуші және иман келтіруші, аузымен айтушы және жүрегімен бекітушіміз. Осы бір-екі апта бұрын 3-4 бауырым хабарласыпты. Барлығы Меккеде, Мединеде жүр. Кәдімгі бауырларым, аға көке деп осы айналамызда жүрген бауырларымыз. Қиналған кезінде, баяғыда бизнесіміз дүрілдеп жүрген кезде біз қол ұшын беріп тұратынбыз. Анаған көмектес десе, анаған, мынаған десе, мынаған, тіпті медреселеріне бір рет қой апарғанда 20 шақты, 30 шақты қойды апарып, кәдімгі өткізіп беріп кете беретінбіз. Мешіттерінің электрін, мешіттерінің газын, ыстық суын, суық суын төлеп тастайтынбыз. Бір жұманың өзінде олардан кететін судың өзі бәленбай ақша болады. Бұл жерде мен өзімнің дінге жасаған еңбегімді айтып, мен бұлданайын деп тұрған жоқ. Яғни бұл бауырларым менің бұл сынымды қабыл көре алады. Біз де сендер сияқты дінге еңбек еткен азаматпыз деп айтпақшымын. Бірақ ешқандай кәсіппен айналыспайтын, жай медреседе мұғалім, біреусі Нұр Мүбәректе магистр ма, аспирант па сондай жұмыс, біреусі тағы бір түріктің медресесінде мұғалім, біреусі бір қарапайым ауылдың мешіті, сол сияқты болып жұмыс істейді. Олардың ешқандай басқа артық кәсібі жоқ, бағып отырған малы да жоқ. Енді сол азаматтардың қастарында тағы бір жігітті көрдік. Онымен тіке қатысымыз жоқ, бірақ ол да осы соңғы кезде ұстаз деген категорияға көтеріліп қалған. Ол енді бүкіл жұрт білетін тағы бір ұстаздың қасында жаңа қажылықта отыр екен. Біреулер әлгі ұстаз, анау енден ұстаз болып жүрген жігітпен, анау баяғыдан ұстаз болып жүрген бір ақсақалды сыртынан қажылықта фотоға түсіріп, там санып жұрттың бәрі машалла, машалла деп салып берді. Ал енді осыдан маған сұрақ туды. Мен бұрынғы бизнесмен ретінде әлгілердің ақшасын есептедім. Қазіргі қажылықтары умра қажылық. Арзандау болады. 1,5–2,5 мың доллардың айналасында болады. Егер бұл қажыларымыз Қағбадан алыс қонақ үйлерге, арзан қонақ үйлерге, шарт жағдайы нашарлау қонақ үйлерге жатса, 1,5–2,5 мың болады. Ал Қағбаға жақын қонақ үйлерге, ал шарт жағдайы жақсылау қонақ үйлерге, жұлдызы жоғары қонақ үйлерге жатса, кем дегенде 4–5 мың доллар болады. Ал осы қаржы қайдан кеп жатыр? Мен әлгі аталмыш ұстаздардың ешқандай кәсіппен айналыспайтынын білмесем де, мынау бауырларымның кезінде маған алақан жайып отырып, аға мешіттің электрін қиып кетті, газын қиып кетті дегенде шауып барып төлейтінімді есім алсам, оларда ешқандай өндірісте жоқ, тірлікте жоқ, кәсіпте жоқ. Бірақ үйлеріне қонаққа барғанда осы асығыс бір жерге барып, тағы бір даулы мәселені шештік. Баяқ, кілең, дау, дамайды шешіп жүретін кезіміз ол кезде де. Сон тұтпүйілдан қайдасың, звондадым, үйдеміз. Келін қачы тездетіп бір жүрек жалғайтын дайындасын, мен барам
жарты сағат уақытым бар шығамын дедім. Сол айтқанымызша қайда біз жарты сағат деп едік, сөзсек 5 минут, 15 минутқа жетіп бардық. Сосын тұрмыстарын қалай көрсет. Жақсы екен ғой жағдайды. Я мына үйді ауылдың әкімі жер берді, мына үйді кім сап берді. Сол машалла бауырлар жиыс жасап салып берді. Әкіммен де жағдайларың жақсы ме? Жақсы. Енді сонда ана бұрынғы ауылыңнан алған жерің қайда қалды? Енді машалла оны сатып көлік алып алдық дейді. Бір ауылға имам болып барады, бір әкім жер береді. 12-ші ауылға имам болып барады, ауысады, ана әкім берген жерді сатады. Жағдайлары жақсы. Соны тексеру үшін мұздатқышты ашты. Іші толған пысқан еді. Енді осы халық пакет салып береді. Бауырсақ. Анау морозильникті ашса қатырып тастаған бауырсақ тұр, қатып тұр. Ет тұр. Жағдай жаман емес. Мен бұл жерде оларды бір жағдайлары жақсы деп айтайын деп тұрған жоқпын. Ауылды жерге нан таппай, дінге қызмет істейін десе, бала шағаға киім керек, кешек керек, қиналып жүрген имамдар бар. Бірақ мен айтқан бұл жағдай бар имамдар, сол Алматы жағалаған имамдар. Дөңкейген дәу жүк мініп алды осы кезде. Коттедж алды 4-тен арты 3-тен, енді қолы жетпеген 2-ден қатын алып алды. Біз кезінде миллиондарды ары бері домалатып жүріп 4 қатын алған жоқпыз. Бұлар алып алды. Олардың ішінде де не бір тақуалар бар. Бүйтіп Киембінің сөзін тыңдап, Киембінің айт деген уағызын айтқанша мәсаған деп, Египеттен бәлен жыл оқып келгеніне қарамай, молдалықты тастап, кәдімгі елдің үйіне анау су тазартатын аспап орнатып жүрген тақуа бауырларым бар. Египеттен бәлен жыл оқып келді де, молдалығын істемей-ақ қояйын, бүйтіп ақиқаттан адасқанша деп, қазір көрінгеннің үйіне сол су тазартатын аспап орнатып жүрген тақуа бауырларым бар. Бірақ жігіттер, айналайындар, бір уақыт мына догмашылдық ойдан арылып, логикамен, мына Құдай берген жекеменшік баспенен ойланып бір дүниеге қарайтын кез туды ғой. Қайдан келіп жатыр бұл ақшалар? Кәсіпкерлер береді, ауылдың әкімі береді. Ауылдың әкімі қайдан беріп жатыр? Кәсіпкерлер қайдан беріп жатыр? Ал сендерге берді, қажылыққа барып келдіңдер. Мына қанды қаңтардың қырғынында мүгедек болып, қор болып, дәріге ақша таппай жатқан қазақты естімедіңдер ма, көрмедіңдер ма сонда? Сонда сендерге мынау қажылыққа бір барғанда 50 барып, бір барғанда 20 барып, сонда машалла деп бір-біріңе қарап, сілекейлерің ағып, мына машалла, мына бауыр тақуа 50 мәрте барып кепті, машалла, мына бауырымыз 20 мәрте барып кепті деп отыру, сонда сол керемет пе? Қажылыққа барудың рет саны тақуалықтың категориясы ма? Кім айтты сендерге солай деп? Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның өзі қажылыққа Меккеде тұрып бір-ақ рет барған жоқ па? Бір-ақ рет қажылық жасаған жоқ па? Сол кісі 24 сағат Қағбаны айналып жүріп болса, айдың 30 күнінде, жылдың 365 күнінде Қағбаны айналып шықпай қойса, сол кісі жасар еді ғой. Сендер осы қажылыққа барудың санын көбейтуді тақуалықтың көрсеткіші деп, ақшаның бәрін соған шашқанды қайдан таптыңдар? Халықтан ақша жиналады, халықтың наным сенімі солай. Қазақстанның халқы мынау 70 жылдық құдайсыз 30 жылдық ұрығарының басқаруы кезінде қазақтың нанымында өздері сол мешітке барып 1000 теңгесін, 2000 теңгесін, медресеге барып 1 қойын, 2 қойын беріп, көңілдер тынышталады. Мен өстіп жақсылық істеп жатырмын деп өздерін жұбатады. Халықтың деңгейі сол. Бірақ енді сендердің діни деңгейлерің халықтан жоғары ғой. Сонда қолға ақша түсе қалса, біреу мынан енді өзіңіз біліңіз жұмсаңыз дей қалса болды. 15-ші мәрте, 20-ші мәрте, 5-ші мәрте, 10-ші мәрте қажылыққа бара беру керек па сонда? Басқа елдерде
Рамазан айында умраға адам көп болады. Тура қажылыққа кезекке тұрғандай адамдар кезекке тұрады. Кезектері 3 жыл, 4 жыл, 5 жылдап келеді. Оразадағы умраға адамдар кәдімгі қажылыққа ақша жинағандай ақша жинайды. Кезекке тұрады сөйтіп, таласады. 4 жыл, 5 жыл бойында дайындалады. Ал бізде, Құдай сақтасын, біздің көп адамдарда бұл сезім жоқ қызықтығы. Сол сезім алшақтап баратқан сияқты. Сонда күнәміздің кешірімін, мына дүниенің, арғы дүниенің бақытын сұрауымыз келеді, сол нәрсеге жеткіміз келеді, бірақ білесіздер ме, осы нәрсенің барлығы қажылықта, умрада бар нәрсе. Бұл жерде мені дінге қарсы дейтіндерге айтам, мен дінге қарсы емеспін. Мен діндар отбасында өстім. Бірақ дінді бизнеске айналдырып алатын сұмырайларға қарсымын. Және өзін жәннат сезініп, жұрттың бәрін тозақы сезінетін сұмырайларға қарсымын. Және өзін делдал сезініп, қарапайым қазақ пен Құдайдың ортасындағы делдал сезінетіндерге қарсымын. Құдай делдалға мұқтаж емес. Әр адам Құдайға тіке өзі құлшылық жасауға тиіс. Осыны сезініңдер. Және ешкім, ешқандай қауым, ешқандай әулет, екінші бір қауымнан екінші бір әулеттен жоғары емес. Хадис бар. Араб болған мұсылман мен араб емес мұсылманның Құдайдың алдында айырмасы жоқ деген. Олар тек тақуа арқылы ғана бөлектенеді деген. Және хадис бар. Кімде-кім ата бабасының даңқымен мақтанса, оған айт, әкесінің бір жерін тістесін деген сөз бар. Мен бұл жерде оны дәл айтпай тұрмын. Сондай хадис бар, ауыр айтылған хадис бар. Кімде-кім ата бабасының мақтанатын болса, ата бабасының, оған айт, әкесінің бір жерін тістесін деген хадис бар. Сондықтан бұл жерде бейне, мынау дүниенің заңының өзінде әкесі кісі өлтірсе, баласы қылмысты болмайды ғой. Әкесі сотталады, әкесі өлтіріледі. Тура сол сияқты шариғатта да солай. Оның әкесінің жасаған сауабы баласына есеп емес. Және әкесінің жасаған қылмыс үшін баласы жауап бермейді. Мүмкін бір үйдің аға бауырының біреусі жәннаты, біреу тозақы болады. Біреу мұсылман, біреу кәпір болады. Мүмкін тозақы амалдарды жасаған ата мен анадан туған балалар жәннаты болады. Мүмкін сондай керемет тақуа таза ата-анадан тозақы балалар туады. Нұх пайғамбардың баласы кәпір болып өлді ғой. Луттың әйелі сол адасқан қауымға кетті ғой. Пайғамбардың әйелі мен баласына бермеген бақты басқа албаты адамға береді. Сонда кім тек дәулет, кім ақсүйекпін деп мақтануға лайық? Яғни олар Құдайдың таза дінін бұрмалаушылар, Құдайдың діні арқылы бизнес жасаушылар, Құдайдың дінін қарапайым халықтың миын улайтын, өзіне тәуелді қылатын, үнемі алдына әкеп тұратын, 3-і, 7-сі, 40-ы, 50-лігі, 52-лігі, 100-лігі жылы деп, сосын жаман түсіп көріп қалсаң, жолыңды ашып берем, байға тигізіп берем, отбасын бүйтіп, байлығыңды көбейтіп берем, әйтіп берем, бүйтіп берем, малыңды дұғалап берем, жайлауыңды дұғалап берем, ақ көк, анау мынау. Содан бизнес жасады. Егер мүтте ақша жүрген жерде, егер наным қоса жүретін болса, және ол оны өзіне монополда болса, онда ол дін емес. Мен бұл жерде ол қауымды тұтасымен жамандамаймын. Одан Құдай сақтасын. Оның ішінде де таза бір Құдайдың разылығы үшін арып ашып, темір таяғы, тебендей, темір етігі теңгедей болғанша жеткендер бар. Сол бір наным сенім үшін, өзінің Құдай деген ұғым үшін жаным бергендер бар. Ал бірақ елдің сөйтіп барғанын көріп, арып ашып соғыста, үркін қорқында, апатта, жан жақтан жеткен алаяқ, кезбе, сіңбе, есек мінген қоржын арқалаған талай сүмелек келіп, жаңағы мен айтқан сіңбе қауымшақ. Мына аңқау қазақтың санасына дінде жоқ, шариғатта жоқ нәрсені тықпалап, мына аңқау момын көшпенді халықтың табиғи ағеділ мінезінен пайдаланып, соларды бұрмалап, солардың жаңағы қанын теспей сорып, содан өмір сүргендер бар. Ешкім, ешқашан мен Құдайдың уәкілімін демесін. Сен Құдайдың сүйген құлысың, қазақ. Сен Құдайды өзіңізде, жаратушыны өзіңізде.
Ол жаратушының сөзін айтушы сұмырайлар, сүмелектер, егер оның кеудесінде ақиқат болмаса, егер ол шындықты айта алмаса, ол қазақтың басына ең ауыр, ең қасірет күн туған осы кезде ел басы жасасын деп оттап отырса, онда ол мұнафиқ, оның атаңның басына тыңдайсың ба? Ол жаттап алған 2 сүресі үшін сенен артық па? Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Я Раббым, барлық біліп білмеген үлкенде кішіде күнәларымызды кешіргейсін. Жасап жатқан құлшылық ғибадаттарымызды қабыл ет. Елімізге тыныштық бер, халқымызға амандық бер. Әртүрлі елімізге келіп жатқан ауыртпашылық фитналардан өзің аманда бол. Кім-кім біздің елімізге, Қазақстанға, мұсылмандарға бір зияндық жеткізем десе, сол зияндықты өз басына салғайсың. Одан бізді аман есен алып қалғайсың. Я Аллахым, ел басымыздың басымызға амандық бер. Сонда адамдар айта бастайды, кім ол деп іздей бастайды. Қайсысы ол? Шықсын арамыздан ол адам. Сонда біреулер айтады, оны шығарып жібере салмаймыз. Сосын не дейді? Исламда дұға, қарғыс дұға жасаудан қайтарады, Азеке. Мынау менің ұстазым бар, ұстазымыз бәріміздің, еліміздің ұстазы ғой ол. Әбдіжаппар ұстазымыз бар ғой. Сол кісі керемет дұға жасайтын. Дұға жасаған кезінде тыңдап отырадымыз ғой қасында. Сонда айтады, я Алла, елімізге, мына мұсылмандарға зиян беріп жатқандар қарасай не дейді? Біріншісі. Осының бәрін қаған Қайрат Сатыбалды ағайындар. Мен 2005-тен бері оның қызметшісімін. Бұл мүфтияттікі. Альхамдулилля, Қайрат, Алла өміріңе берекеттер берсін. Өміріңе берекеттер берсін. Бүкіл Аллах өміріңді ұзақ қылсын. Мерейіңді биік қылсын. Анаңның саған, отбасыңның қандай дуа-тілектер болса, артығымен берсін. Сендей Саматтай ұлды қалдырған Сатыбалды ағаның арманы жоқ. Тәңірім, егеменді еліміз кеңсесін биік қыл. Егеменді елді кеңсесін иманмен, ынтымақпен биік қыл, Тәңірім. Тәңірім, қияметке шейін халқымыздың көк туын желбірет. Елбасымыз Қазақстанның тұғырын құрды. Елбасымыз қандай армандаған болса, артығымен бер, Тәңірім. Елбасымыздың отбасы кеп отыр, Тәңірім. Бұлардың ынтымақтарын берік қыл. Рызқыларын кең қыл. Мерейлерін биік қыл, Раббым. Жүректеріне қандай армандар болса, артығымен берген. Осы ислам орталығына, Сарыағаш колледж медресесіне қанша мұсылмандар жәрдем беріп жатыр. Тәңірім, сенің дініңе жәрдем бергендерге жәрдем бер. Сенің дініңді қуаттағандарды қуатта. Сенің дініңе тосқындық мақшы болғандарды жермен жексен қыл. Аллахума солли аля Мухаммади ва аля али Мухаммад кама соллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим иннака хамидул мажид. О Раббым, және сенен жалбарынамын. Қайраттың өмірін ұзақ қыл, денін сау қыл, отбасына, туған туысқандарына құт береке бер. Жүректеріндегі қандай дуа-тілектер болса, артығымен бер. Сенің пайғамбарың, сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям, жұма күні 1 сағат бар. О сағатта қылынған дуа-тілектер қабыл дейді. Жүректеріміздегі қылатқан дуа-тілектерімізді қабыл қыл, Тәңірім. Осы орталықтың ашуына ұзақтан жақыннан келген мынау жамағаттардың, қонақтардың қадамдарына хасанаттар бер, үйлеріне берекеттер бер, отбасына хидаят бер. Раббым, осы біздің Сарыағаш колледжін қолдап атқан, жәрдем беріп атқан, сүйінші атқан мүфтияттың да, Тәңірім, оның басқарып тұрған Серік Ораздың да мерейін биік қыл. Жүрегінде қандай армандар болса, артығымен бер. Мен осы Серік Ораз бауырымды ержан қайғыларға бір кішігірім атыңызым деп едім. Сол кісілер кесеңіздер. Ол кісілеріне Тәңірім жүректеріндегі жақсы дуаларын қабыл қыл. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум. Адамдар Сатыбалды Әбішұлы кім? Неге ислам орталығына оның атын қойдыңдар деп жатыр? О халқым, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям адам өлгеннен кейін оның барлық амалдары кешіледі.
Жалғыз 3 қана амалы қалады деді. Соның бір жақсы перзент деді, қараңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір қари болса, қиямет күні сол қари Құран жаттаған, соған амал қылған қари болса, тозаққа үкім қылынған 10 туысқанын шафағат қылады деген. О, халқым, Қайрат Сатыбалдының саған мешіттерінің есебі жоқ білесіздер. Қанша медреселерге сүйен шығып жатыр. Қанша қарлардың шығуына себеп шығып жатыр. Атам қазақ айтады. Майлы қожа, тау басында жел жүрер, жол үстінде ел жүрер, мынау жатқан қара жер кезегімен жеп жүрер. Әкесі өлсе орнына баласын әлбеттеп жүрер, орнында бар оңалар Құдая шүкір деп жүрер. Осындай Қайрат Сатыбалдыдай, Саматтай артында ұл қаған, ұлдар қаған Сатыбалдағаның арман жоқ бауырлар. Қабырына өзінің перзенттерінің қылған жақсы амалдарының барлығы қабырына оның ағып тұр. Сіздер де міне осындай миллиондаған долларларыңызды сарып қылып, салыңыздар да әкелеріңіздің атын беріңіздер. Туғанда олда не пайда? Атаның жолын қумаса дейді. Ол атаның жолын қумағаннан кейін, атаның бағын көтермегеннен кейін, өліп қалған атаның рухын көтермегеннен кейін, туғанда олдан не пайда? Соның үшін баған біздің бәріміз разы болдық. Альхамдулилля, альхамдулилля. Қайрат Сатыбалды мен 15 жылдан бері бірге істеймін. Оның барлық ісін білемін. 25 жастан бастап саждаға басын қойған, сонда генерал болғанда да 5 уақыт намазын тастамаған қазақтың абзал ұлының бірі. Альхамдулилля, қазақтың қаны әр азаматы осындай болса, Раббім Қайраттың өмірін ұзақ қыл, денін сау қыл, мерейін биік қыл, өсердегі 20 мың адамды оқитын орталықты Қайратпен бірге салуымызды, және сондай бір Жәннәтіл Фердаусиді армандағандармен салуды біздерге нәсіп қылдырғым. Сатыбалды ағамыздың пенделікпен қылған күнәларын кешір. Раббім, сен ғафур рахимсің. Құран-ы Кәрімде Алла субханаху ва тағала ширк пен күфірден басқаның бәрін кешірем деген. Раббім, баршаларымыздың осы Сарыағаш медресе колледжіне қарасып жатқан барлық мұсылмандардың, Жәннәтіл Фердаусиді армандаған барлық мұсылмандардың мерейлерін биік, екіден жүздерін жарық қыл. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Абылай ханның арманын орындап жатырмыз. Қала салылмадым деп кетті. Қазақты жерге жұмыс істеуге үйретпедім деп кетті. Басым қосылмадым деп 3 арбамен кеткен. Қала салу сол ата-бабамыздың арманын орындаумен бірдей. Дұға қылып жатыр. Біреулер айтады, біздер дейді, патшаға қарсы шығуымыз керек, үйтуіміз керек, бүйтуіміз керек деп. Жоқ, олай емес. Егер де пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның патшаға бағыну жайлы хадистерін қарайтын болсаңыз, 100-ден көп хадистерін табасыз. Патша әділ, біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев секілді әділ патшалар емес, ақыларын жейтін, ақыларын бермейтін патшалар болса да, оларға бағынуға бұйырған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам имам Бухари риуаят еткен хадисте былай деп айтады: меннен кейін сендердің бастарыңа өздерінің ақыларын толықтай талап ететін, сендердің ақыларыңды бермейтін патшалар келеді дейді. Сонда сахабалар таң қалды да, өздерінің ақыларын талап етсе, біздің ақымызды біз алуымыз керек болған нәрсені бермесе, онда не істеуіміз керек ол патшаларға деп еді. Өздеріңнің мойнындағы міндеттеріңді толықтай атқарыңдар деді. Ал өздеріңнің ақыларыңды Құдайдан сұраңдар деді. Ол жаратушының сөзін айтушы сұмырайлар, сүмелектер, егер оның кеудесінде ақиқат болмаса, егер ол шындықты айта алмаса, ол қазақтың басына ең ауыр, ең қасірет күн туған осы кезде ел басы жасасын деп оттап отырса, онда ол мұнафиқ, оның атаңның басына тыңдайсың ба? Ол жаттап алған 2 сүресі үшін сенен артық па? Ол дүниенің емтихан араб тілінде емес. Арабшаны білгеннің бәрін Құдай тағала өз адам екен
сыбою дей ма, сыбойық дей ма, бергенде өткізбейді. Егер ол атағаннан еді, арабшаны тастай қылып жаттап алып, жүрегінде ақиқат болмаса, арып ашып, тозып, быт-шыт болып, мың сан сектаға, мың сан дінге бөлініп, ұлы құл, қызы күң, жезөкше болып, мынау аштан 9-шы қабаттан секіріп, Кореяға барып, шошқа сойып, мынау жан жаққа жезөкше болып тарап, мына дүниеде телім-телім болып, адам өлтіруден бірінші болып, педофилдіктен бірінші болып, кемалатқа толмаған сәби ұлдар мен қыздарды зорлаудан бірінші болып, кемалаттан асқандарды зорлаудан бірінші болып, түрмедегі жыныстық зорлық-зомбылықтан бірінші болып, отбасы зорлық-зомбылықтан бірінші болып, көлік шырғалаңынан өлуден бірінші болып, адамды қастандықпен өлтіруден бірінші болып, түрмедегі өлтіруден бірінші болып, шетелге ақша жасырудан бірінші болып, міне өз-өзіне суицидтен бірінші болып, мына қазақ дейтін халықты, мына арды өскен халықты, кешегі ғұнның тұқымы, кешегі сақтың тұқымы, кешегі көктүріктің тұқымы, кешегі Үйсін патшалығының бүгінгі мұрагері, кешегі Қыпшақтың тұқымы, кешегі Алтын Орданың мұрагері, бізді міне жер әлемдегі ең сұмырай, ең азған, ең тозған, ең азғындаған, ең осындай бір адамзат баласында, 8 миллиард адамзат баласында, о заман бұл заманда болмаған осындай қасіретті заманға душар қылып қойғанда, жаңағы бізге көрмедік, білмедік, елбасы жасасын, дінбасы жасасын деп отырған, ақиқатты айтпаған, шындықты айта алмаған, тәуба қыл, шүкір қыл, бір қызыңды зорлап кетсе тәубаде екінші қызың бар, бір ұлыңды өлтіріп кетсе тәубаде екінші ұлың бар дейтін болса, осыны көрмеске сал, білмеске сал десе, онда оның бәрі мұнафиқтар. Онда ол сұмырайлар мың жерінен Құранды жаттап алсын, олар мұнафиқтар, олар 200-лер, олар киім киген шайтандар. Егер оның жүрегінде ақиқат болмаса, қазақта ақиқатшылдыққа, шыншылдыққа, турашылдыққа дәріптемесе, харам деген кредит алма деп, үйге барып тізерлеп отырып, жалынып қазаққа үгіт жүргізмесе, арақ ішпе, зинаға барма, мына жезөкше қыздар тосайық деп жасамаса, анау қалың азғындар көшеге ереуілге шыққанда үндей алмай, қатынның көйлегінің астына тығылып жатса, мына қоғам әбден бітіп, іріп-шіріп тұрғанда үнсіз қалып, тәуба, тәуба, шүкір, елбасы жасасын десе, онда олар шайтан. Онда олар шайтан, бас бітті болды. Оны несін тыңдайсың? Сондықтан айналайын қазағым, жаратушы ешкімнің жекеменшігі емес. Менің де жекеменшігім емес, оның да жекеменшігі емес, сенің де жекеменшігі емес. Жаратушы шексіз құдірет иесі өзінің дәргейінде тұр, бәрін көріп бақылап тұр. Бізді уақытша сынаққа жіберді. Себебі жаратушы уақытқа тәуелсіз, кеңістікке тәуелсіз. Миллион жыл өтсе жаратушының дәргейінде 1 секунд. Біздің 77 ата-бабамыз ол кісі, ол жаратушы үшін ол уақытпен өлшенбейді. Ол жаралмаған мәңгілік. Ол біздің миымызға сыймайды. Сондықтан жаратушыны жаңағы келімсек, қандай сұмырай, жаңағы сол әлақа-мәлақа деп 2 сүре жаттап алып, сонысын жан бағудың көзі қылған, Құдайдың ақиқатын ақшаға айырбастаған, намысын нанға айырбастаған 200-ді шайтандар менен Құдайдың ақиқатын өлшемеңдер. Құдайдың ақиқаты әр адамның жүрегінде. Сен өзіңнің мына дүниеңді сорлап жүргеніңді білсең, ол дүниеде мәңгілік өмірде сорламайын десең, ендеше сен ақиқатты өзің тәуелсіз ізде. Тәуелсіз ізде. Шынында егер Құдай жаңағындай сұмырайлардың жақтасы болса, оның несі Құдай болады? Демек Құдай олардың жақтасы емес, себебі Құдай әділетті. Құдай ақиқатшыл, Құдай деген махаббатпен жаратты. Бізді шексіз махаббатпен, шексіз іліммен жаратты. Жаңағындай сұмырайлар ол Құдайдың кәдірі емес, олар Құдайдың атын жамылып алған шайтандар. Алың елім қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа тұстау мұртың. Абай сол үшін айтты. Абай сол үшін айтты. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа тұстау мұртың. Жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп енде көрдің деп отыр. Сондықтан, қалың елім, қазағым, есті жайық, басты көтерейік. Құлшылдықтан, шүкірбайлықтан арылайық. Мынау шүкірбайлық, тәубешілдік, оның шариғаттағы мағынасы басқа. Ақиқатшылдық басқа. Барлық зұлымдыққа үнсіз көну Құдайдың тапсырмасы емес. Барлық зұлымдық болып жатқанда тәубәде, шүкірде деп егер айтса, онда ол шайтан.
зұлымдыққа қарсы тұру, ұйымдасу, әділетсіздікке қарсы тұру, ұйымдасу, жақсы өмірді орнату, ақиқатты орнату Құдайдың бізге берген тапсырмасы және бізге берген сынағы. Жаңағы бизнесмендерге, дінді бизнеске айналдырып, жан бағып, күн көріп отырған бизнесмендердің сандалған салдақ сөздеріне сенбеңіздер. Аман болыңыздар, айналайын қалың елім қазағым. Әр қазақ менің жалғызым, айналайын қазағым, асыл текті қазағым, алтыным. Сенің табаныңа кірген шөгір менің маңдайыма кірсін. Сен бақытты болшы. Мынау сені адастырып, алжастырып отырған нұрғауындардан, мынау сатанистерден, мынау нумерологтардан құтылшы қазағым. Тентіреп тозып біттің ғой. Асыл текті ата бабаларымыздың рухын қайта тапшы қазағым. Мынау өзіміздің жерімізде, елімізде бақытты, баяшатты болып өмір сүрейікші. Сол үшін күресейікші қазақтарым. Аман болыңыздар. Қанішер Тоқайып болды. Сол Тоқайыптың шақыртуымен қазақ даласына әскерін басып кірген, қазақты орыстың бодандығына қайтадан енгізген, азат қазақты қайтадан бодан колонияға айналдырған сол Путин, сол Тоқайып. Ал сол Тоқайыптың жиналысында сол аталмыш марапаттауда бұлғаңдап, асқақтатып ән салған сіздерге айтам, бауырларым, қарындастарым, қыздарым, ұлдарым. Ертең сіздер, ертең сендер сол Гитлердің заманда Гитлерге арнап ән айтқан өнерпаздар құсап мәңгілік тарихта қарабет болып қаласыңдар. Бұл намыс. Сіздер осы күйі Назарбаев кезінде Назарбаевқа да ән айттық, жақсы өмір сүрдік, мемлекеттік концерттерге қатыстық, телеарналардан түспедік, ырғын ақша таптық, тойдан ақша таптық, халық бізді сыйлайды. Біз халықтың алдында мәңгі жұлдыз болып жүре береміз деп ойламаңыздар. Ол мүмкін емес. Иә, Назарбаевтың кезінде Назарбаевты елбасы жасасын деп ән айтып жұлдыз болғанбыз. Енді Тоқайыптың кезінде Тоқайып жасасын, біз президентпен біргеміз деп шыңғырып, айғайлап сөйтіп өмір сүре береміз деп ойламаңыздар. Иә, Назарбаев режимінің жалғасы Тоқайып режимі. Бірақ ертең дүние өзгереді. Қалай өзгереді? Сіздер саясатқа көңіл бөлмейтін шығарсыздар, бірақ біз көңіл бөлеміз. Сіздер ойламайтын шығарсыздар, дүние өзгереді деп, бірақ біз сенеміз. Біз кәдіксіз, шүбәсіз сенеміз. Ертең дүние өзгереді. Қалай өзгереді? Путин өледі, немесе тұтқындалады. Путинді өлтіретін Еуропа мен Америка, не Ресей элитасы. Не тұтқындайтын да Еуропа мен Америка, не Ресей элитасының өзі. Себебі Путинді екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ешқандай бір саяси тұлғаны war criminal, яғни соғыс қылмыскері деп мына мен тұрған билік иелері атаған жоқ. Мынау дүниеге ықпалын жүргізіп отырған, 3 ғасырдың ар жақ бер жағында дүниеге ықпалын жүргізіп отырған үлкен мемлекет. Ұнатсаң да, ұнатпасаң да, орыстың пропагандасына сеніп жек көрсең де, жек көрмесең де, Кока-коласын ішіп, Пепси-коласын ішіп, осының KFC-ін жеп, Макдональдсын жеп, осылардың Холливудсының фильмін көріп, осылардың музыкасына еліктеп, осылардың YouTube-ын көріп, осылардың Google-не материал іздеп, осылардың Facebook мен Twitter-інде, осылардың Instagram-ында ойнап отырсыңдар. Бұл Америка деген ел. Осы елдің басшысы Байден деген кісіні сіздер білмейтін шығарсыздар. Байден десем, ол бір әнші ма, Майкл Джексоннен кейін шыққан жаңадан бір поп жұлдызы ма демеңіз. Ол Мәлкіл деген кәрі шал. Бірақ осы мемлекеттің, осы державаның, осы үлкен алпауыт елдің, осы экономикасы, финансы, дүниенің алдыңғы қатарында бүкіл дүние жүзінің экономикасын ұстап отырған, бүкіл дүниедегі мойындалған, жек көрсең де, жек көрмесең де, бәрі мойындайтын доллар дейтін ақшаны басып шығарып отырған осы елді басқаратын ақсақал сол Байден. Сол Байден, анау сіздер үлкен империя, орыстар ешқашан жеңілмейді, орыстың қаруы керемет, орыс жеңеді деп сеніп отырған сол Ресейінің басшысы Путинді war criminal, яғни соғыс қылмыскері деп атады. Ол екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ешқандай бір мемлекетте, ешқандай бір басшыны ешқашан өйтіп атаған жоқ.
Демек аталды, демек іске асырылады. Ал күн батпас империя болған Англияның саяси тұлғалары Екінші дүниежүзілік соғыста неміс фашистерін дарға асқан Нюрнберг сотын Путинге арнап қайтадан құру керек деді. Екі Англияның бұрынғы премьер-министрі, бірнеше адвокат, бірнеше саяси тұлға бұған петицияны да бастап кетті. Қазірге дейін бұған қол қойған адам миллионнан асты. Бұл да адамзат тарихында Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін болмаған құбылыс. Иә, Нюрнберг соты деп Google-ге жазыңыздаршы. Нюрнберг соты. Екінші дүниежүзілік соғыста бәленбай 100 миллион адамды қынадай қырған неміс фашистерін, жапон фашистерін, Италия фашистерін дарға асқан үлкен сот Нюрнберг соты деп аталады. Бүкіл адамзатқа үлкен апат алып келген фашистік соғыстың соғыс қылмыскерлерін жазалаған сотты Нюрнберг соты дейді. Google-ге жаз біз десеңіздер шығады. Ал сол соғыстың қылмыскерлерін соттау 70 жылдың соңына тіпті 80 жылға дейін жалғасты. Соғыс қылмыскерлерін қашқан Латын Америкасынан іздеп отырып, Израильдің барлау қызметі ең соңғысын тұтқындап алып келіп, ең соңғысын Латын Америкадан барымталап алып келіп, Израильде ашық сот ашты. Ал сол заманда, сол Гитлер бастаған соғыста, сол Гитлерге ән айтып, Гитлерге музыка арнап, ән арнап, соның алдында асқақтатып ән айтып, бұлғаңдап билегендердің барлығы тарих бетінде мәңгілік қара бет болып қалды. Сол Гитлерден бір кемі жоқ Путлердің қуыршағы Тоқаевтың әнін әндеп сәнін сәндеген сіздер ертең сұрақсыз қаламыз деп ойламаңыздар. Ертең Қазақстан демократиялы ел болады. Қазақстанда үлкен демократия келеді. Осындай демократиялы ел орнаған кезде, Қазақстанда әділ сайлау болған кезде, бұрынғы кезде екі қолы қанға малынған қазақтың бейбіт жастарына, бейбіт шерушілерге, бейбіт ереуілшілерге оқ атқан және ескертусіз оқ ат деген Тоқаевты, сол Путлерді дарғасатын Нюрнберг сотында Тоқаевты да алдыртып отырып дарғасудың мүмкіндігі өте жоғары. Себебі Тоқаев тұтас қазақ халқының тарихында бұрын соңды болмаған қанішер, қылмыскер. Түрлі жобалар жасалып жатыр қазіргі таңда. Мен өзім жалпы Жайдарманнан шығып, осы уақытқа шейін түрлі жобаларда жұмыс жасадым. Солардың барлығы бір еңбек, сіз қолдап жатқаныңызға рахмет. Және де осында қиын қыстау кезеңдер болды еліміз ішінде. Қаңтар оқиғасы болды, анау болды, қиын карантин болды. Бірақ айтса, сол қандай қиын кезеңдерде бізді жанымызға тастап кетпей, елмен бірге болғаныңызға шексіз риза болдық. Дегенім сол кезде басқаша көзқарас та басқаша болып кетті. Жалпы айтатын әңгімесі де өзгере бастады. Ол оңай адам емес екен ғой деген сияқты қолын қысып, суретке түсуге бола ма дедім, суретке түстік. И сонымен арға кетіп қалдық. Телефон қалай пайда болды? Телефон одан кейін барып алдым. Одан кейін бердің ма? Алдым ғой. Қазіргі таңда бұл қанша лайк, қанша просмотр, комментариялар жағалай отыр? Қазір 2,5 мыңнан астам комментарий тұр бұл фотоңыз. Одан кейін лайктардың саны 70 мыңның үстінде. Қандай Муаз бин Джабал радиаллаху анху айтады, қала Расул алейхиссалам, атия кулли амир ва салли халфа кулли имам ва ла тасубунна ахадан минал асхаби. Раваху Табарани. Имам Табарини риуаят еткен хадисте пайғамбар алейхиссалам былай деп айтқан дейді. Муаз бин Джабал деген сахаба. Атия кулли амир. Расул алейхиссалам айтты, әрбір сіздерге басшылыққа сайленген адамдарға атия бұйрықпен айтты. Бойынсыныңыздар деді пайғамбар алейхиссалам, бұл бұйрығы. Бойынсын, бітті. Ол қай жақтан келді, оның несіне қарамаңдар. Сендерге басшы болып біреу тағайындалып келді ме орталарына, сіздерге уәжіп болды, міндет болды деді Расул алейхиссалам. Оған не істеңіздер? Бойынсыныңдар деді. Ал сұлтанға
жақсы дұға жасаған адамды көрсең, оның сүннеттің иесі екенін біл, иншаллах деген екен. Фудайл ибн Ғият деген кісі, Алланың рахматы болсын, егер менде мұстахаб дұға, яғни қабыл болатын дұға болса, оны тек сұлтанға арнайтын едім деген екен. Мінеке құрметті момындар, үлкен ғалымдарымыз, сіздер мен біздерден, ислам дініндегі ғалымдарымыз, осылай сіздер мен біздерге өсиет айтты. Қолымыздан келгенше имамдарымызға, муфтиімізге, ел басшыларына әр дұғаларымыздан иншалла дұға жасасақ, әлхамдулилля біз сүннеттегі мұсылмандар болып табыламыз. Тәуелсіз Қазақстан азаттығын алғаннан бері Құдайға шүкір тұрақты даму үстінде. Қазақтың жерінде сан алуан ұлт ұлыстың өкілі тату тәтті өмір кешіп жатыр. Осының бәрі қазақ еліне берген Алла тағаланың тартуы, өлшемсіз рахымы десек, сол тәуелсіз елдің тұғырын тұғырлап, туын берік ұстайтын ел басшысының тағайындап беруі тағы бір үлкен мейірімі, нығметі деп түсінгеніміз жөн. Елбасымыз еліміздің өркендеуіне, мығым мемлекет болып қалыптасуына ерен еңбек сіңіріп келеді. Соның ішінде ұлттың, болмысымыздың, діліміздің діңгегі болып табылатын асыл дініміздің қайта жандануына, әрі қарай дамуына қосқан үлесі зор. Солардың бір қатарын тізбектеп өтсек. Әу баста Қазақстан мұсылмандарының дербес діни басқармасының құрылуына тікелей ықпал жасады. Қазақ жастарының өз жерінде діни білім алу үшін жол ашып, Мысыр елімен бірігіп, Алматы қаласындағы Нұрморак Ислам мәдениеті университетін салдырды. Аталған оқу орны осы уақытқа дейін елімізде жүздеген имамдар тәрбиелеп шығарды. Одан бөлек медреселердің салуына тікелей қолдау көрсетті. Астана, Алматы қалаларымен қатар облыс орталықтарында зәулім жами мешіттер соғылды. Нұр Астана, Әзірет Сұлтан сынды үлкен зәулім мешіттер мінеки Астана қаласында мыңдаған жамағаттар намаз оқып Аллаға құлшылық етіп жатыр. Елімізде кез келген мешітте уағыз насихат емін еркін жүргізілуде. Ел мұсылмандарының Меккеге еркін түрде қажылыққа баруына жағдай жасалды. Осының барлығы, құрметті момындар, біздің әуелі Алла, қала берсе елбасымыздың арқасында болып жатқан жағдай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады: адамға шүкір ете алмаған адам Аллаға шүкір ете алмайды дейді. Бұны біз түсініп білуіміз керек. Алладан сұрап Аллаға шүкір етуіміз керек. Елбасымыз біздің жанашырымыз, біздің қолдаушымыз. Елбасымыз сөздерінде біз мұсылманбыз. Оның ішінде Әбу Ханифа мазхабын ұстанатын сүннеттеріміз. Бабаларымыз ұстанған бұл жол ұлттық салт дәстүрді ата-ананы сыйлауға негізделген. Ендеше бүгінгі ұрпақта әлемдегі ең ізгі дін ислам дінін қадірлей отырып, ата дәстүрін ардақтаған абзал деді. Аңғартып отыр. Осы аяттың ортасында улил әмри деген сөз келді. Яғни улил әмри минкум, өздеріңнен болған басшыларға деген сөз келді. Осы сөздің мағынасын көптеген сахабалар, Абу Хурайра ибн Аббас атты сахабалар, улил әмри деген сөз бұл басшыларға, билік басындағыларға қатысты деп мағына берген. Ал басқа да Ибн Аббас бастап бірнеше атақты сахабалар, Абу Талха, одан кейін атақты біраз сахабалар бұл сөзге мұсылмандардан болған ғұламаларға, яғни елге, халыққа дінді пәтуа берген кісілерге бойсыңдар деп мағына берген. Не де болса, жалпы бұл аяттың мағынасында біздер
билікке, басшыларға бойсыну деген мағынаны түсінсек, екінші бұл улил әмри деген сөздің мағынасын, яғни біздерге дінді, шариғатты үйреткен ғұламаларымызға бойсыну керектігін айтып жатыр. Мәселен, осы жерде пәтуа деген сөз бар. Біз ғалымдарымыздың барлық әхлі сүнна уал жамаа ғалымдарының біз пәтуасына жүгінеміз. Яғни пәтуасына жүгіну деген сөз оларға итағат ету деген сөз. Себебі осы Құран аяттарына негізделе отырып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірде сахабаларына мына бір хадисті айтқан еді. Бұл хадисті Хазірет Абу Хурайра радиаллаху анху жеткізеді. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله. Кімдегім маған итағат етсе, ол Аллаға итағат еткен болады. ومن عصاني فقد عصى الله. Кімдегім маған қарсы болса, маған итағат етпесе, ол Аллаға қарсы болған болады. ومن أطاع الأمير. Кімдегім басшыларға, менен кейінгі үмбетімнің басшыларына итағат етсе, фақад атаани, ол маған итағат еткен болады. ومن عصى الأمير فقد عصاني. Ал енді кімдегім менен кейінгі үмбеттерімнің ішіндегі басшыларға итағат етпесе, яғни билік басшыларына, дін ғұламаларына итағат етпесе, олар маған қарсы болған болады деп бұл хадисті имам Бұхари, Муслимдерде келген. Мені құрметті жамағат, қажылыққа барған адам ұнатып қалады, кеткісі келмейді, кетерде қоштасу қажылығында жылайды. Қасиетті жер, ана аура ерекше, андағы елдердің тақуалығы ерекше, жақсы өнегелі адамдар барады. Жақсы жерді көргісі келеді, барғаннан кейін адамдар тіпті иманы күшейіп қайтып келеді. Керемет жер. Бірақ сендер сол қажылыққа барып жүргенде, айналайын бауырларым-ау, жерге нан таппай зарлап отырған жетімектерді неғып ойламайсыңдар? Мына 10 мың қазақты мына зұлым билік түрмеге қамап тастады. Сол 10 мың қазақтың ата-анасы аңырап жылап отыр. Соны неге ойламайсыңдар? 10 мың қазақ, 10 мың қазақ, 10 мың қазақ. Міне, қайталап тұрып айтам. Соны сендер іздеп таба алмай қалдым дейсіңдер ма? Адаспай тұрып, құмның ішіндегі Арабтың жеріне барып қажылық жасағаннан адаспағанда айналаңда шырылдап отырған 10 мың қазақты табу сендерге қиын болып қалды ма? Таба алмай жатқан болсаңдар, бізге хабарласыңдаршы. Біз сендерге қандай мұқтаж адам керек? Қор болып, дәрі таба алмай отырма. Аттап басуға ақша таба алмай отырма. Алдына дастарханға қойғанға нан таба алмай отырма. Біз сендерге қандай адам керек тауып берейік? Мүгедек болып қалғандар керек па тауып берейік? Асыраушысы жалғыз ұлы түрмеде қор болып өліп, далада қаңғып қалған апалар мен аталар болса керек па тауып берейік? Қыршындай жас сәбилер, әке-шешелері өліп кетіп, қараусыз қалып отыр, тауып берейік. Не керек сендерге? Соның бәрін тауып берейік. Тіке өздеріңмен байланыстырайық. Сонда сендерге сол қажылыққа барып, қаратасты құшақтап, қаратасты айналып келсе болды, жәннатқа кіреді деп кім айтты сендерге? Айналаңда қырылып жылап жатса, көршісі аш отырып өзі тоқ отырған бізден емес деген хадисті біз сендерден естідік қой. Көршісі аш отырып өзі тоқ отырған бізден емес дейді. Сонда аш жалаңаш сол қазағыңа барып, бірге отырып жылап, бірге отырып еңіреп, соларға барып көмектесіп, тұрақты түрде сол қажыға барған, ұшаққа билет алған, ана әр ұшағыңның билеті $1000-ға жуық, ана әрбір қонақ үйің, әрбір түнің бәленбай $100. Сол ақшаңды ана жетімектерге, ана ауруын басатын, ауру басатын дәрі сатып ала алмай, ана азапталып отырғандарға, ана мүгедек болғандарға, ана баладары шырылдап отырғандарға, соларға берсеңдер, соның сауабы қажылықтан әлде қайда емес па? Сендер баяғыда осыдан 20 жыл, 30 жыл бұрын осы бозбала, бала күндеріңде қажылыққа барып қойғасыңдар ғой.
Иә, мен бұл арада анау бір кәсіпкер апалар бар. Дүрілдетіп, дүкен ашып, киім тігіп, айналасында ісмер қыз келіншектерді ұйымдастырып, бизнес жасап, бәленбай ресторан, түгенбай жаңағы тойхана ұстап отырған апалар бар тақуа. Сол кісілер енді жылда барады. Ол кісілер біздің нағыз атажұртты да қолдаған. Олардың ақшасы өз ақшасы. Ешкімге жалынбайды, ешкімнен алады, қайырымдылығына да жұмсайды. Жоқ жітік мүгедектерді бізден сұрады. 10 адам бердік, артынан 20 адам бердік, артынан 30 адам бердік. Соның бәріне көмектесіп жүр. Содан иә, осы лагерден қорлық көргенде біреуді беріп едік, ең соңында әжетханасының қағазына дейін алдырып, ең соңында бір жақсы мінетін есек тауып алдым деп мініп алып, көйлек алып берсең, мына телевизорға шығам, ана телевизорға шығам дегенде апамыздың өзі айтты, Құдай ау, мен мыналардың тек азық түлігін ессем, енді маған қымбат көйлек апер деп отыр деп. Соны апа енді болды, сол азық түлігін барып көріп, ай сайын тұрақты түрде сол азық түлігіне көмектессеңіз болды деді. Кейін біздің өстіп айтқанымызды естіп, әлгілер бізге жауап болып. Иә, әр адамға тиісті көмек, атажұртта көмек беріп жатыр. Әр адамға тиісті. Біз 5 баласы барға 5 балаға лайық береміз. 4 баласы барға 4 балаға лайық көмек береміз. 3 баласы, 2 баласы әркімге қарап лайық береміз. Мүлде мұқтаждарды сөйтіп жағдайы бар адамдарға үлестіріп бердік. Қазір солар біздің мойнымыздан түсіп, жаңағы кісілер үйінде қамдап, тамағында қамдап сөйтіп отыр. Міне, Алла разы болсын деп сол кісілерге айтамыз. Себебі өздері кәсіптерін дөңгелетіп отыр, өздерінің тапқан ақшасы. Ал анау жұрттан ақша сұрап отыр. Жұрттан жаңағы алақан жайып отырғандар. Мен таңырқаймын сендерге жылына бәлен мәрте қажылыққа. Иә, жұрттан алақан жайып алып отырсыңдар. Өздеріңде кәсіп жоқ, бизнес жоқ, келіндерде бизнес жоқ, біліп отырмыз. Бірақ соның барлығын анау Саудияға баратын, Меккеге ұшып баратын, Мединеге баратын, соның барлығын жолға, ұшаққа, қонақ үйге жұмсау керек па, айналайындар? Шынайы жүректерің тақуа болса, еңіреп жылап отырған қазаққа неге жұмсамайды? Жоқ, қандай кітапта жазыпты, бұл тек қана қалтаңа соңғы тиының түссе болды, 1000 мәрте қажылыққа бар деп жұмсады деп. Әли радиаллаху анху сөйтіп, қажылыққа сөйтіп 1000 мәрте барып па? Айша сөйтіп 1000 мәрте қажылық жасап, басқасы емес, мен сіздерге христиандарды мысал қылсам, дайын әшейін, ол о дүниеде сұрағы бар ма, жауап бар ма, аласызда, ойбай, бұл христиан болып кеткен деп мені кәпір деп пәтуа бере саласыздар. Ол пәтуаларыңыз дайын тұр, құйрықтарыңыздың астында суырып аласыздар, байпақтан суырып аласыздар. Мен сіздерге мына Түркиядағы түрік бауырлардың өзін айтайыншы. Солар анау жиналған жамағаттан түскен қаражатпенен, солар анау Африкаға барып, анау бәленбай 100 құдық ашып, медресе ашып, қайырымдылық ұйымдарын құрып, сол қайырымдылық ұйымдарымен сауаттандырып, оларды шетелде университет оқытып, мықты маман қып шығарып, соны жүйелі түрде істеп жатыр ғой. Қазақтар ау енді басқасын айтпай-ақ қойын, солардан істесіңдерші. Олар да соны кәдімгідей айналдырып жатыр ғой. Біздегілер құсап, мына бизнесменнен келсе бұлай салып, мына бизнесменнен келсе бұлай салып, сосын ана бір бизнесмен берсе ұшып барып, Меккеге барып қажылық жасай қою керек па? Мына бір бизнесмен үй берсе жақсы болды, екінші тоқалды алайын. Мына бір бизнесмен берсе үй жақсы болды, үшінші тоқалды алайын деу керек па? Неғып сауатымызды ашып, неғып сауабымызды максималдастырмаймыз? Неғып соны бір қайырлы іске істемейміз? Әлде мұқтаждарды таба алмай жүрсіздер ма? Анау аталмыш ұстаздар, аталмыш. Олардан жақсы бір керемет кәсіп тауып алған. Кейде ойлап қалам осы, мен де сөйтем ба деп. Қатырып отырып, бір 2 арабша хадисті жаттап алам. Қатырып отырып, арабшасымен, оригиналымен жаңа кеңірдегімді мына құмғалықтар ұқсап қырып отыр, қық деп отыр, қық деп отырып, дыбыстап жаңағы Әли радиаллаху анху бүйтіп айтты деп тұрып, қатырып жаттап алам да, сосын жаңағы 2 хадисті 30 минут, 50 минут жаңағы шәріптейім кеп, дәріптейім кеп, шарықтаймын келіп. Сонымен уағызың бүкіл ютубта алып жүреді.
10 жыл уақыт жұмсап Құранның бір бөлігін жаттап аламын да, содан кейін аламын да, бітті, болды. Соны дәріптеп отырам. Ано 20 жылдың алдында айтқан уағызды 20 жылдан кейін тағы айтып отырам. Жақсы да, ұстаз. Ұстаз. Уағыз айту керек, болды. Рахат әшейін. Жаназа шығару керек. Бала сүндеттеу керек. Рахат әшейін. Ана жақтан фанат елдер ақшаны береді, болды әшейін. Сауаптыққа болсын, тоқал алу керек, коттедж алу керек. Жақсы, жағдай жасау керек. Халыққа қызмет істеп жүр деген. Сосын баласын оқыту керек. Содан Құран жарысы өткізу керек. Құран жарысқа сыйлық беру керек. Құран жарысқа машина тігу керек. Не қайырымдылықпен айналыспау керек, Неге? Қайырымдылықтың басы сол Құран жарыс па? Қайырымдылықтың басы сол қатын алып, тоқал алып жарысу ма? Қайырымдылықтың көкесі сол умра қажыны 100-ге жеткізу ма? Үлкен қажылықты 50-60-қа апару, умра қажылықты 100-ге жеткізу ма? Қазір осы Қазақстанда моды болды. Баяғыда бір сұмырай 100-ші мәрте қажылығын бүйтіп барып кепті. Қолында бүйтіп бүркіт ұстап алған бүйтіп. Бүркіт ұстап апты бүйтіп. Қолында бүркіт, басында қазақы тымақ, билердің тымағы. Дәу қылып қазақы тонды киіп алған. Деп шыңғыртып отырып, бүкіл ел 100-ші мәрте қажы деп шықты. Масқара, ұялсаңдаршы енді, бір уақыт ұялсаңдаршы, өстіп қадірлеріңді кетіресіңдер ғой. Ана біреу отыр. Мен деген міне 20 мәрте үлкен қажылық жасаған адамын міне. Мен деген жасым мұншада 20 мәрте дейді. Үлкен қажылық жылына бір-ақ рет. 20 мәрте жасаса, ол сұмырай 20 жыл бойы барып жүр. Міне. Қабыл болған қажылықтың сыйы жаннат. Қабыл болған қажылықтың сыйы жаннат. Бірақ зар еңіреп, жылап отырған халқыңды көріп отырып, барған қажылығың қабыл болмайды. Абсолютті түрде айтам. Жоңғар шапқанда әйелдерді қорлап, еркектерді қынадай қырып, еркектерді бозбала, бозжігіт, жасөспірімге дейін қынадай қырып, қазақтың 3-тен 2-сін қырып, әйелдерді, қыздарды, қыз кемпір демей қорлап жатқанда, осы қажылық барзымды өтіп қалайын, машалла деп Меккеге кетіп қалған қазақ болды ма, болмады ма? Қолымда дәлел жоқ. Бірақ ойлайын болды. Жоңғарды енді Аллаға тапсырдық енді. Жоңғарды енді Аллаға тапсырдық. Алла тағала мынау Ғалден Сереннің жүрегіне иман тауфиқ хидаят берсін. Мына Ғалден Сереннің жүрегіне, мына жоңғарлардың жүрегіне иман тауфиқ хидаят берсін. Аллаху акбар деді де ашамайды дұрыстап, жуып хрустал ашамайға айналмайды. Оң жағынан бір, сол жағынан бір қарап алды да, жаңағы 10 мың жылқысын өзбекке сатып, 20 мың жылқысын тәжікке сатып, содан алтынды бұлай алып, күмісті бұлай алып, енді машалла деп 4 тоқалын ертіп, жоңғар мына жақтан қырып жатқан кезде Меккеге кетіп қалған қазақтар болды. Көз алдым елестеп тұр да, себебі бүгінгі мына сұмырай қазақтар, сол кездегі сұмырай қазақтардың тұқымымыз, біз аяқ астынан бір планетадан битем ұшып келіп, жер шарына қазақ болып қонып қалған жоқпыз. Сол ана заманнан қалған сұмырай қазақтармыз біз. Сол Ғалден Серенге иман тауфиқ хидаят берсін енді. Аллах тағала Ғалден Сереннің жүрегіне иман берсін деп тілеп қойып кете бердік біз. Аллаға тапсырып қойдық оны. Сонда Алла жер бетіне түсіп, мына галактикаға түсіп, мына жер шарына түсіп, қолына қылыш алып, сол Ғалден Серенмен Алла соғысады екен олардың ойынша. Олардың түсінігі бойынша. Алла ғой бізге сол сынақты берді ғой. Ғалденді кәпір қылып, лама қылып, қазақты мұсылман қылып, сонымен Ғалденменен қазақты соғыстырып, осы тағдырды Алла жазып тұр ғой. Сені сөйтіп сынақ берді ғой сен. Енді мына дүниенің сынағынан қашып тәркі дүние бол деп кім айтты? Тәркі дүниелікті біздің дінімізде шектеген. Ана бір жігіт барады, мен 365 күн ораза ұстаймын деді. Пайғамбар оны тиді. Жоқ, мен кей күн ұстаймын, кей күн ұстамаймын деді. Мен әйел алмай, қызық көрмей, нәпсімді тиіп, мен дінге өзімді арнаймын деді бір жігіт. Жоқ, мен әйел алам, бала сүйем, еңбек етем, өмір сүрем деді. Осыдан не келеді? Мұсылман бұл дүниемен ол дүниені
екі қолында қатар ұстайды деді. Мына дүние деп, о дүниені тәрк қылмайды. О дүниені деп, бұл дүниені тәрк қылмайды деді. Мұсылманға тәркі дүние болып, буддистер құсап таудың басына шығып, үңгірдің астына кіріп кетуге тыйым салған. А сіздер не істеп жүрсіздер? Сіздер не істеп жүрсіздер? Сол ма қайырымдылық? Мен мынау батысқа келіп, сонда ғана көріп жатқаным емес, баяғыдан анау басымызға ең ауыр күн туған кезден білеміз. Мынау Америка, Еуропада көптеген адамдық құқық ұйымдарының ар жағында қаржыландырушы болып шіркеулер тұрады. Кәдімгі шіркеулер тұрады. Осы өткенде ғана христиан боламыз ба, қайтеміз деген лекция сөйледім. Енді молдалар шошып кетпеңдер. Ол христиан боламыз ба, қайтеміз дегенде естіп алып, Субханалла деп отыра қалып, жарым сағат дұға оқып арнамай-ақ қойыңыздар. Мен мұсылманмын. Сол кезде мен сол лекциямды асықпай тыңдаңыздар. Анау бір қырғыздың жігітін Қытайдан лагерде отырған, Қырғызстанда қытайшыл қырғыздарменен жаңа Қырғызстан билігінің қудалауына ұшыраған қырғыздың христиан жігітін канадалық бір христиандық ұйым, еуропалық бір ұйым, америкалық бір ұйым, үшеуі үш жақтан жолын тауып, құжатын жасап, қаржысын көтеріп, бір жылдық үймен және медициналық көмекпен қамдайтын бүкіл келісім шартын отырып, үймен қамдайтын болып, тұрмыс, ең төменгі тұрмыс ақшасын оны беретін болып, соны Америкаға алдырып, өткенде мынау Американың астанасы Вашингтонда сол Қытайдағы көрген қорлық зорлығын айтқызып, үлкен конференция өткізді. Үлкен конференция өткізді. Әйелі Қырғызстанның қырғызы, өзі Қытайдың қырғызы. Бұл жерде оның христиан болғандығы туралы өздеріңіз ары қарай айта беріңіздер. Бірақ бұл жерде жұрттың бізден асып кеткендігі, жұрттың мықтылығы тұр. Дәл қазір Қытайдың түрмесінен шығып, денсаулығын мүлде құртып, денсаулығынан айырылып, белгісіз ешқандай медицина аспаптары оның сырын зерттеп таба алмаған, дәл қазірдің өзінде Қазақстанда отырған, ашыққа шыққан, жариялы болған 150-ден артық, ал жариялы болмаған 200-ден артық адам бар. Соны бір діни ұйым, бір діни мекеме, бір қайырымдылық қор, немесе бір медресе, немесе бір мешіт, анау айына 100 миллион теңге табыс табатын мешіттер, анау молдалар дәу жип мініп жүрген мешіттер, анау молдалар тек министр категориялардың ғана жаңағы ата-әжелерінің жылына баратын, министр категориялы болмаса бармайтын, сондай лауазымды имамдар тұратын мешіттер, анау имамдары нәзірхана, тойхана ашып алған мешіттер. Солар сіздер сол адамдарды мынаны Еуропаға жіберіп, мынаны Түркияға жіберіп емдетейік деп бір ойландыңыздар ма? Жоқ, ол сіздердің шаруа емес па? Сіздердің шаруа сонда мына түскен ақшадан биыл 10 жазушыға қажылық берейік, келер жылы 20 ақынға қажылық берейік, оның арғы жылы Құран жарысы өткізіп, әрқайсысына бірден мәшине берейік деп сол жоспар ма? Одан қалғанын сол жаңағы мәшине, қажылыққа баратын ақшадан қалғанын басып, мына тоқал, осы мен мына тоқалым өзі сол Дубайға барғыш енді. Алла енді жүрегіне хидаят салсын, енді Дубайға іштен кетпес енді. $50,000 кетеді бір барып қайтқанға, Дубайға барып келсін, машалла. Алла хидаят берсін деп қойып, тоқалыңызды Дубайға жіберіп, ана бір тоқалыңыз, ол мөлде сол Меккеден кеткісі келмейді, ол жатып алу керек Меккеде. Енді мына тоқалымда тақуа ғой, шіркін, тақуа ғой. Сол Меккеде жатам деді, машалла, енді жүрегі ана Меккені қимайды ғой. Осы тоқалыма енді Меккеден бір үй алып берейік деп ойлап атырмыз. Не деген тақуалық Не деген тақуалық Тоқалдарыңыз не деген тақуа? Шын болған оқиға. Молдекеңдердің тоқалдары Меккеден үй алу керек екен. Олардың атын мен айтпасам да, жұрт біледі кімдердің тоқал екендігін.
Ана Меккеден кеткісі келмейтін тоқалды айтам да, не деген тақуа. О Меккеден бәленбай миллион долларға үй алу керек екен да, тақуалығын айтса. Жап-жас қыз. Ана бір ұстаздың тоқалы да. Енді ол ұстаздың енді ол тоқалдың енді айтсақ ұят енді. Ол ұстаз енді ол тоқалды білмеймін енді. Әшейін ана бір гүлге бүйтіп үйге отырсып, бүйтіп иіскейтін ғана алып қойғанда енді ол тоқалды енді. Басқа жоқ, тек иіскейді ол. Иісін ай, шіркін ай, бол. Басқа көп шаруа жоқ ары қарай. Енді ол тоқал сол Меккеде жатып алу керек. Енді тәркі дүние болған. Бер таман түспейсің ба? Мынау не бір мына жігіттер бар, ұл таптыратын. Анау ұстаз, сен тоқал болып тиген ұстазың саған тіпті ұл таптырмақ түгілі иіскеудің өзіне әрең шамасы кеп жүр. Не деген тәркі дүние болып кеткен адамдар, Мына дүниеге Құдай бізді неге жіберді? Мына дүниенің қызығын көр, оның ауырын да көр, жеңілін де көр, ыстығын да көр, суығын да көр. Еркек қайты қатын ал деді, қатын қайты еркекпен үйлен деді. Анау жаңағы тақуа тоқалға айтам да, шалға тиіп алған тақуа тоқал Меккеге барып жатып алған. Сонда мен күйіп көтемін да, не деген фанатизм мынау. Айналайын қалың елім қазағым, көзімізді ашайықшы. Мынау Америка, Еуропадағы діни ұйымдар тек қана христиан емес, Иеговасы да бар, католигі де бар, еврейлердің ұйымдары да бар. Бұлар өздеріне түскен жылудан кәдімгі мемлекетке есеп береді. Біздің молдекеңдердің есебін киембілер ғана алады, білем. Киембілер алып, барымталайды. Молдекеңдер киембімен бөліседі, онда білем. Ол тағы да мынау кішкене мешіттердің имамы емес, ана дәу дөңкүйген, ана ірі қаладар, Алматы, Астана, облыс орталығындағы дәу ана 100 миллион түсетіндер бір жұмада 100 миллион теңге түсетін мешіттер. Солардікі. Сонымен молдекеңдер бірімен бірі қырқысып, бірімен бірі бейтіп, кеңірдегін жұлысып ап, бөледі, мынау менің, сенің 2-ақ тоқалың бар ғой, менің 4 тоқалым бар деп қырқысып алып. Содан кейін барып, одан қалғанын киембік айтады енді. Алла разы болсын сіз. Міне. Айналайындар, Құдайдан қорқу керекпіз ғой. Құдай сонда жүректерді білмей ма? Құдай сонда көрнекіні, көмескіні, көкейдегі ойды білуші Құдай білмей ма? Құдайдан жасыратын не бар? Күллі ғаламның жаратушы жалғыз жаппар иесі, қараңғы түнде қара тастың үстінде жорғалаған қара құмырсқаның ізін көруші, жаратушы Алла сонда осы ниеттерді білмей ма? Қажылық несімен қабыл? Қажылық ниетпен қабыл. Егер кімде-кім қажы болайын деп, жұрт қажекең десін деп, машалла 20-шы мәрте умра қажы, 40-шы мәрте үлкен қажылық жасадым деген ат үшін баратын болсаң, қажылығың қабыл емес, ой әшейін туристік сапар болады. Ойланбайсың ба әр жолы артық қажылыққа бара жатқан кезде пайғамбардан нем артық деп неге ойланбадыңдар? Нем артық пайғамбардан деп ойламадыңдар? Пайғамбардың заманында тіс шөткі жоқ. Анау бір ағаштың шырпысымен тісін тазалады, ол да гигиена. Бірақ тазалағанда елге көрсетпей бүйтіп тазалады. Бізде ана бір жігіттер тұрады ғой, бір Пакистанның бір шырпысын ұстап алып, ауыздарын ашып, тістерін оқсытып қойып, тастақ мешіттің алдында бүйтіп тісін уқалап. 24 сағат уқалап тұр, тістерін бүйтіп нетіп тұрады. Мен пайғамбардың бүкіл қылығына еліктеп, сол пайғамбар істеген істеп, пайғамбар ти дегеннен тиіліп, істе деген істеген тақуалығымыз бар екен. Неге пайғамбардың жарты құрма болса да қайырымдылық істе деген істемейміз? Неге қаражатты тек қажылыққа жұмсаймыз? Қай хадисте айтты? Ештеңе қайырылма, көршің аш отырса аштан қырылып қалсын, халқыңды жау келіп қырып жатса қырыла берсін, қажылық жаса деп кім айтты? Ойланбаймыз ба айналайындар?
Мен бұл арада дінге тиісіп жатқан жоқпын. Мен дінге тиісіп жатқан жоқпын. Мен Алланың бірлігіне, барлығына, пәктігіне, хақтығына ежелден бар мәңгілік теңі жоқ, теңдесі жоқ, ұқсасы жоқ, серігі жоқ екендігіне сенім иман келтіруші. Мен біздегі діни фанатизмді жек көремін. Айналайындарым, қаржының әрбір тиыннан есеп бересіңдер. Ертең тозақтың отында сол 100-ші мәрте жасаған умра қажылығыңның әрбір тиынынан есеп бере алмай еңіреп отырма. Сен естімедім, көрмедім деме. Қазақ қазір 10 мың қазақ түрмеде отыр. 10 мың қазақтың 10 мың әкесі, 10 мың шешесі, 10 мың аға, 10 мың бауыр, 10 мың әпке, 10 мың қарындасы, 10 мың ұлы, 10 мың қызы зарлап отыр. Есептей бер, қанша 10 мың кетті. Ал сендер 100-ші мәрте қажылықтарыңа, 20-ші мәрте үлкен қажылықтарыңа бастарыңды қатырып жүрсіңдер. Ақшадарың тасып тұрса, бізбен хабарласыңдар. Жаңағы мен айтқан 200 қазақ, құпия 200, әшкере 200 қазақ. Соның біреусіне билет алып беріп, визасын ашып беріп, Америкада тұратын қонақ үй немесе жалғалатын айына Нью-Йорк пен Вашингтонда ең нашар деген үйді, 1,5-2 мың долларға жалдайсың. Алып беріп, қолына бір 4 мың доллар, 5 мың доллар ұстатып, Америкаға барып бір денсаулығыңды бір тексертіп қайтшы. Америкаға барып серік жанды тапсаң, сен үшін арнайы конференция өткізеді, бір қонақ үйдің бір арзандау жиналсан, сөйтіп дүниеге Қытайдың қылмысын ашшы, сөйтіп анда Қытайда қорлық көріп жатқан, әлі де осы биыл 2022-ден ары қарайғы 5 жылдықта әлі 8 миллион мұсылманды жазалау лагеріне қамайды екен деп бүкіл дүние жүзінің ақпарат шулап жатыр. Сен соны барып ағылшын тілді медиада көтеріп, дүниенің назарын аударып келші деп, соған бір 2000 доллар, 3000 долларыңды бере аласың ба, қайсың? Қане қайсың шығып, Секебай, Қытайдың лагерінің тірі куәгерінің біреуін мен Америкаға жіберуге қаржымды берем. Соның жолын көтерем, самолетін көтерем, ұшағын. Соның қонақ үйін көтерем. Сен соны барып Америкада конференция өткізіп, соны дәлелдеп, бүкіл дүние жүзінің ақпаратына көтер деп қайсың шығасың? Мен соны дәлелдемесем, конференциясын өткізбесем, соны Америкада күтіп алмасам, соны шетелдің медиаларына қолынан жетектеп отырып көрсетпесем, мен қара бет болайын. Бере алмасаң, істей алмасаң, сен қара бет бол. Секебай маған мүгедек болған, дәрі ала алмай отырған адамдарды тауып берші, мен соған өзім көмектесейін де. Соның телефондарын тіке бермесем, мен ақмақ болайын. Мен қара бет болайын. Анау сәби баладар тұр, дәріге ақшасы жоқ. Анау қор болған азаматтар тұр, бір массаж жасайтын аспап алуға ақшалары жоқ. Анау аш отырған қарттар бар. Қазақстанның жағдайы, сіздер күні түні дастарқанда, мол дастарқанда, машалла, Аллах дастарқаннан айырмасын, Алла молшылық несіп қылсын деп, аруақтарға Құран бағыштап, қазы қарта шайнап, сасық кекіріп, сөйтіп жүрген кезде жұрт қаранан қарашайға зар болып отыр. Мынау қалықтап жүрген бұлттың үстінен жерге түсіп, мына аш, жалаңаш отырған қазақтың мұңын, мұқтажын білсеңіздерші. Дәл осындай ауыр сәтте, қазақтың басына ең ауыр күн туып тұрғанда, анау парыз қажылығын бұлай қайырып қойып, үлкен қажылық емес, парыз болған қажылықты айырып қойып. Ана умра қажылықтарын 100-ші мәрте жасайтындар, мен сіздерге айтайын. Сіздердің жүректеріңізде мұнафиқтықтың бір белгілері бар. Тәкаппарлықтың, мақтанғорлықтың бір белгілері бар. Қорқсаңыздаршы. Ештеңкені жасыра алмайтын жаратушыдан қорқсаңыздаршы. Жандарыңызды қолын ұстап тұрған жаратушыдан қорқсаңыздаршы. Сол қажылықты біреу ақшасын төлеп тұрса да, маған ақшаны беріңіз деп тұрып, жылап еңіреп отырған
бір мұқтажға апарып бере сал, болды. Ей жаратушы Алла, осыны 10 қажылықтан артық қабылдашы деп бетіңді бір сипасаң, шексіз мейірім иесі Алла соныңды 10 қажылықтан артық қабылдар еді ғой. Мен бұл арада діндарлардың барлығын сындап тұрған жоқпын. Не бір тақуалар бар, не бір аш-жалаңаш, жоқшылық халде жүрген тақуалар бар, не бір адалдар бар, не бір таза өмірін дінге арнағандар бар. Олар бұның сыртында, оларды Алла білуші жүректерді. Бірақ мынау аталмыш жаңағы жылына бір айда бір 2 уағыз айтып қойып, ютубке салып қойып, машалла деп хрустал ашамайларын жуып жүрген, медреседе қатырып тұрып 5 жыл оқып алғаннан кейін сонысын езбектеп 50 жыл уағыз айтып жүрген, сол дастарқандардан, ауылдың әкімдерінен, аудан әкімдерінен, бай кәсіпкерлердің үстіне мініп алып, сол бай кәсіпкерлердің анау дін туралы толық сауаты жоқ, бірақ соларға беріп қойсам болды деп жүрегі тынышталатын, солардың үстіне мініп алып, тоқал алып, қажылыққа барып жүргендерден мен осыны талап қыламын. Ойланайықшы. Ойланайықшы. Шынайы мұқтаждар бізде тізімдігі толып тұр. Жақсы өнімді нәрсеге көмектесейікші. Мен тағы да христиандарды мысалға келтіргім келеді. Адамды құқықпен айналысып жүр. Адамды құқықпен айналысып жүр. Қайсы күні тағы бір құжатты фильм көрдім. Оңтүстік Корейдің побы. Визасын аштырып, қытайшасын үйреніп, Қытай Халық Республикасына келеді. Анау өз Оңтүстік Корейдің кәдімгі побы. Бүкіл сол поптар жаңағы мынау солтүстік Корейден қашып Қытайға мынау шекарада мынау Қытайлар оқ пулеметпен оқ жаудырады екен. Солтүстік Корейдің анау фашистер оқ жаудырады екен. Содан әйтеу қашып пысып, анау өзеннен малтап өтіп, анау пойыздың астына былай асылып өтіп, сөйтіп әйтеу аман есен Қытайға жеткен корейлерді мына Монголияға, ана ойлаңдаршы, солтүстік Корей мен Қытай шекараласып, соны алып өтіп, құжатын жасап, жалған құжат жасап, Монголияның ең жайлаулары арқылы мына Қытайға тән ішкі Моңғол өлкесінен ана жайлаулардан, таулардан арып ашып отырып, Монголияға апарып, Монголиядан ұшақпен ұшырып, оңтүстік Корейге тасиды екен. Жылына бәленбай мың солтүстік Корейдің жаңағы қашқан міскіндерін құтқарады екен. Поп екен, поп. Өз содан ұсталып, Қытайда бәленбай жыл дүрмеде отырып, абақтыда. Содан қазір оңтүстік Корейге қайтып. Соның құжатты фильмін көрдім. Бұл елдің діни адамдар не деген діни адам? Біздің молдекеңдердің назарын, бізде молдекеңдерген бұлай ғана. Ойбай, машалла. Бұна жақ, ойбай. Бұл қалай қалыптасып қалған образ? Аналарың дегеніңен жан таласып жүр. Аналар, діннің де адамы, дінінде айтады, шіркеулерінде еңіреп тұрып уағызын айтып жүр. Қызығасын ей. Өздерінің наным үшін беріліп тұр. Анау қашқан піскіндерді құтқарып жүр. Анау солтүстік Корейлер, олар христиан емес кейбірі. Олар сол жан бағалмай аштан өлгенбек болғаннан кейін қашып жатыр. Олар соны құтқарып жүр. Анау енді құмда, далада, ана шөлде соларды ана Монголияға тасиды екен. Жолда Қытай, Моңғол мен Қытай шекарасында Қытай ол автоматпен қырып салады екен бәленбайын. Түрмесінде отырады екен. Не деген адамға, адамның өмірін құтқарудан артық не бар? Адамның өмірін құтқарудан артық не бар? Олар не деген? Мына жүректері махаббатқа толы, өзінің бауырларын құтқарып жатыр. Не деген жүректері махаббатқа толы. Солар анау барып, ана Римге барып қажылық жасаса, солар қажылық жасамай ма? Олардың да қажылығы бар. Анау Римге барып, попты барып, қолдарды сүйіп қайтады. Мен енді бұл неге жат дінді мысалға келтіріп отыр деп сіздер, ойбай олар кәпір ғой дей саласыздар. Жарайды.
Мына түріктерді айтамын да. Олар да қайырымдылықпен қатты айналысады. Қатты айналысады. Африкаға барып, Африкада анау айдаладағы атасы басқа иті қарағасқа Африкаға барып құдық қазады. Мектеп ашады. Солардың тілінде, соларға сабақ береді. Тіпті ол жерде халықтың дені, тіпті діннің не екенін білмейтін халықтар. Соларды адамша өмір сүруге үйретеді. Докторханалар ашады. Мына санамызды ашып бір сауаптың көбірегіне қарай жұмсайықшы. Пайдалы іске қарай жұмсайық. Мен бұл жерде қажылықтың парыз екенін теріс деп отырған жоқпын. Бір. Ислам дінін теріс деп отырған жоқпын. Екі. Бүкіл молдекеңдердің бәрін бір шыбықпен айдап отырған жоқпын. Үш. Бүкіл ұстаздарды теріс деп отырған жоқпын. Төрт. Христиандықты дәріптеп жатқан жоқпын. Бес. Мен мынау қолына ақша түсе қалса болды 100-ші мәрте қажылыққа баратын діни фанаттарға айтамын. Қайран ақша сендердікі. Және ол қажылықтарын қабыл болмайды ғой. Сендер соны білмейсіңдер ма? Соған ақылдарың жетпей тұрма? Иә, өте көп санды молдалардың басы мына IQ дамымай қалған. Ол да ашты шындық. Қазақ бір есі дұрыс емес, тентек, сүмелек, бір содыр сотанақ, бұзық бұзақы болған баласын адам болсын деп медресеге беріп қойды. Содан әгі содыр сотанақ сол медреседе жүріп, сол ең соңында бір 20 хадис, 20 сүре жаттап алады да соған деп шығады. Содан әгі азамат болған тарс еткізеді да оған бір жаңағы қалай илесең де көнетін бір өзі сияқты тақуа қатын теді, сосын тіпті машалла дейді, тоқал теді. Сосын ана екінші бір тентегінісін айтады, бұл жақсы екен. Ана ағамыз жүр ғой, әне. Өзі бай, шіріген бай, мына жуан түйедей жеңгемнен артық қатын алой. Мына дінге келсең жақсы 4 тоқал аласың. Қатындарыңда амал жоқ отырады. 4 үй дайын, 4 джип дайын, 4 коттедж дайын, 4 тоқал дайын, машалла туып жатыр. Анау мықты бай болып, боксер болып, бизнесмен болған ағамыз ана түйедей жеңгемізден аса алмай отыр, оның қасында мынау жақсы екен десе, оның әгі содыр сотанақ сүбелегінісі, ол да машалла деп ашамай жуып хрустал ашамайдылардың категориясына кіріп кетеді. Мына еврейлер мына басын сынап, IQ-ын сынап, басы істейма, логикасы, шешендігі, білімі, ойлауы, математикалық ойлау, жаратылыстық пәндері бәр ең керемет. Ең мына миы дамығандар, мына IQ неше түрлі тесттер, сынақтар алып, мына фантазиясын ойлап, ең кереметтеріне дін оқытады екен. Дін оқи алмағандары сол физика, химия, жаратылыстану, ана ракета, пракетаны оқып, содан олар ғылым докторы болып, профессор болып, бірақ ана дін оқығандарды көргенде бетеп жасқаншақтап тұрады екен ана профессор. Неге? Ол кезінде дін оқуға құқы болмай қап, содан физика оқып, содан Нобель алып қап, содан профессор болып қапты да. Бірақ ол 1000 жерінен профессор болып, 1000 жерінен Нобельді бәлем мәрте алса да, ана дін оқығандарын көргенде ол бейтіп, иіліп сәлем жасайды екен. Неге? Оның дін оқуға толымдылығы болмаған екен. Ал бізде айту, медресеге баласын кім берсе болды, ол психикалық ауытқуы бар ма? Оның сол дін оқуға толымдылығы бар ма? Ол бір жынды есуас па? Ол өтірікші ма? Оның миы мүлде істемейтін бір жарты ми ма? Қарамаймыз, ала береміз. Содан жаңағы жарты ми отырып алады да, машалла деп жаңағы жаттап алған хадисінен бір ауыз ары бері айта алмай отырады болды. 20 жыл бұрын бірдеңкені сұрасаң соны айтса, 20 жылдан кейін соны айтады. Ол ештеңкені ойлай алмайды. Ештеңкені. Өмірдің өзінде ол бір қатып қалған робот сияқты анау. Автоответчик деген бар ғой қазір кез келген мекемеге. Қазақ тілі керек болса бірді басыңыз, орыс тілі керек болса екіні басыңыз. Английский нажмите 3 деген сияқты. Одан не сұрақ қойсаң да сол да. Аллах білуші. Қандай күрделі сұрақ қойсаңыз да, Аллаху әлім, Аллаху әлім, Аллах білуші, Аллаға тапсырайық. Дұға жасайықшы, дұға жасайық. Аллах білуші. Керемет жауапты. Қандай дүлей сұрақ қойсаң да, қандай күрделі бар. Алла білуші дейді, балды.
Кереметті. Осындайдан арылатын кез келді ғой. Сосын мынау дін саласында жаттанпаздықты, догмашылдықты қойып, мына бас істейтіндерді молдалық оқытайық та, қалғандарға өнерге, кәсіпке, анаға, мынаған жіберейікші. Қазір осы дін саласы, бұл білмейсің мына молдалардың, мына қазіргі аталмыш уағызшылардың, енді солардың мен бастарын IQ-ын тексерсем, солардың көбі бар ғой. Солардың көбінің IQ-ы, мына бас қабілеті, мынау логикалы ойлау қабілеті. Енді білмеймін. Өмірде екі сөздің басын құрап айта алмайтын. Логикалы адам ретінде ойлау қабілеті жоқ. Тек ноғмашылдық ұстап алған, қатып қалған бірдеңкесінен басқа ештеңке айта алмайтын. Басы даммай қалған, ми клеткасы даммай қалған. Ондай адамдар дінді қай жерге жеткізеді? Оларың сол жаңа. Олар өздеріне керекті хадистерді тауып алған. Өздеріне керекті аяттарды тауып алған. Болды. Ал тура соны теріс дейтін басқа хадистер мен басқа аяттарды айтпайды олар. Көршісі аш отырып, өзі тоқ отырған бізден емес деген сөзді ешқашан қолданғысы келмейді. Өзі 100-ші мәрте қажылыққа барса барады, бірақ ана аш көршісіне барып қалың қалай демейді. Бізден емес деген не деген сөз? Мұсылман емес деген сөз. Мұсылман емес деген не деген сөз? Кәпір деген сөз. Кәпір деген не деген сөз? Оның 100-ші емес, 1000-ші мәрте қажылығы қабыл болмайды. Ойланайық. Қалың ел. Нақтылы қарекетпенен жұмыс жасайық. Жұңғар еліңе шауып, еркегіңді, кәр жасыңды қырып, әйеліңді, қызыңды, қарындасыңды, тіпті шешеңді, анаңды, әжеңді жаппай зорлап жатқанда, Аллахқа тапсырдық деп қойып, қажылыққа кетіп қалғандар, Алланың қарғысына қалады, абсолютті қалады. Тура сол сияқты. Қазір бізге Жұңғар екінші мәрте шауып тұр. Назарбаев Жұңғар, қазіргі Тоқаев сол Жұңғардың әскері, орыс, кәпір. Енді осылар Жұңғарың бар, орысың бар, осылар біздің қазаққа екінші шауып тұр. Мынау қазақтың тарихындағы екінші Жұңғар қырғыны. Мынау қазақтың тарихындағы екінші Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама. Ал дәл осы Жұңғар қырғыны кезінде сіздер қажылықта жүрсіздер. Шексіз мейірім иесі, шексіз құдірет иесі, шексіз ғылым иесі, күллі ғаламды жаратқан Алла жүректерді білуші. Ендеше жүрегіңіздегі тәкаппарлық пен мақтангөй, мақтаншақтықтың титтей тозаңы болса, мұнафиқ болып тозақта өртеніп қаламын ба деп алаңдамайсыз ба? Қаны бір қазағың, қара көр қарындасың, қара көз қазағың, қаны бір қарындасың жылап, зарлап, еңіреп, дәріге ақша таппай отырғанда, ауру болып, сырқау болып, Қытайдың тепкісінен, орыстың қырғынынан, Тоқаевтың атқан оғынан жоқ болып, міскін болып, пақыр болып, қор болып, ауру болып отырғанда қажылықта жүру қаншалықты ақиқат. Аман болыңыздар қалың елім қазағым, аман болыңыздар аталмыш діни фанаттар. Қазақтың қамын ойлап алайық. Қазақ үшін жақсылап тұрып еңбек етуге тырысайық. Әлемдегі ең қатты езілген халық қазақ. Ең көп қырылған халық қазақ. Қақы, құқы ең көп тапталған қазақ. Миллиондап қырылған халық жер бетінде қазақтан басқа екінші бір халықты табу қиындау. Кеше Жұңғардан қырылса, бүгін орыстан, орыстың қуыршағы болған Жұңғардан, Жұңғардың қуыршағы болған Тоқайдан қырылды. Қытайдың тепкісін көрген қазақтарымызды Америкаға жеткізе алмай, емдете алмай, Қытайдың қылмысын аша алмай біз отырмыз. Қытайдың жоспарын кеше жарияладық. Тағы да 8 миллион мұсылманды фашистік концлагерге қамайды екен. Сол концлагерді тоқтатудың жалғыз жолы
Қытайдың лагерінің тірі куәгерлерін дүниеге жеткізу, Қытайдың қылмысын ашу, батыстың қолымен санкция салғызу. Дәл Қытай бүкіл адамзаттың жауы болып тұрғанда, сол сіз баратын Саудияңыздың ханзадасы Қытайдың құшағына өзін атты. 18 жылы Қытайдағы мұсылмандар ең бақытты мұсылмандар, Қытайда мұсылмандарға қысым жоқ деп сол Салман ханзада айтты. Сол сіздер білім алатын Египет мыңға жуық ұйғырды бәленбай жүз қазақ, қырғыз, дүнгенді тұтқындап ап, сол Қытайдың полициясымен бірге қуып жүріп тұтқындап Қытайға қайтарып берді. Египеттен Кайродан жеті қазақты Шарма-Шайхқа қашырып, одан Түркияға апарып, нағыз ата жұрттың тағы бір молда бауырларымыздың көмегімен, қаржылай көмегімен Түркияда аман есен сақтап қалдық. Сол сіздердің тоқалдарыңыз барғанды жақсы көретін, анау қымбат киім-кешектерді алатын Дубайдың елі Катармен қосылып, бәленбай қытайлық мұсылманды Қытайға қайтарып берді. Ойланайықшы. Олар да өздерін мұсылманбыз дейді. Олардың да пәтуалары дайын бір өздеріне керекті бір пәтуаларды шығарып алған. Анығында солардың Саудияның Қытайға еш мұқтаждығы жоқ еді. Мұнай жеткілікті, газ жеткілікті, ақша жеткілікті, қару-жарағы Америкадан алып тұр. Бірақ анау жүректеріндегі шайтанилық оларды сол дінде айтылған, діннің жаулары болған, құдайсыз кәпір Қытай коммунистеріменен, Қытай құдайсыздарымен одақтастырып отыр. Сол мұсылман студенттерді, сол талиптер мен талабаларды жаппай тұтқындап жатқанда, сол Әл-Асқарда бәленбай 1000 жылдық тарихы бар деген Әл-Асқар университетіндегі ғұламалар мәудеп аузын ашқан жоқ. Ашамайларын жуып хрусталға айналдыра алмай, сонымен естері шығып жатты. Ойланайық қалың ел. Ешкім басына орап алған сәлдесімен, ешкім 100 мәрте барған қажылығымен, ешкім жаттаған дұғасымен, немесе айтқан жаттап алған жаттан дуағызымен жәннатқа кірмейді. Барлық амал ниетке байланысты. Біз мұсылманбыз, амал жасаймыз. Бірақ жасаған барлық амалымыз ниетке байланысты. Бұл да діннің сөзі. Егер ниетіміз дұрыс болмаса, жасаған амалымыз күйеді. Жәннатқа ешкім Құдайды алдап кіре алмайды. Құдай алданбайды. Құдай патша емес. Алданып қалатын адам емес. Жаратушы шексіз құдірет иесі Алланы жаралмыштардың сипатыменен алдаса алданып қалатын, сыртқы формаға сеніп қалатын, мен міне 100 мәрте қажы болдым деп қажылық сертификатты көрдесе, 100 мәрте болып қойдың ба, давай жәннатқа кір деп кіргізе салатын пенделік түсінікпенен, мына логикасы миы дамымаған түсінікпен ойламайық. Жаратушы Алла адамдардың миы жетпейтін деңгейде әділетті. Ол сенің әрбір клеткаңдағы информацияны білуші. Ол сенің жүрегіңнің әрбір клеткасында, әрбір тамшығандағы информацияларды оқи алады. Ол сенің ана бірге бірді қосса 2 дегенді білмейтін, 0-1-0-1 деген цифра бойы нәрсеге миы жетпейтін, хадистер менен аяттарды өлі жаттап алғаннан арыға басы жетпейтін, сенің анау двоечник, троечник миың менен ойлайтын зат емес Алла деген. Сенің ана двоечник, троечник болған, 2-ге оқитын, сабақты 3-ке оқитын, ана шала миың менен Алланы ойлама. Алланы ойлап жету үшін ақыл керек, парасат керек, ми керек. Алланың кәләмін оқитын, түсінетін ми керек. Жәннатқа адал, таза ниетпен кіреді. Жәннатқа мақтаншақтар кірмейді. Жәннатқа жүрегінде титтей, тәкаппарлығы барлар кірмейді. Лағнеті шайтан қарғысқа қалғанда парақорлық үшін, немесе зинақорлық үшін, немесе коррупционер диктатор болғандық үшін, не кісі өлтірген үшін лағнеттелген жоқ. Лағнет шайтан сол тәкаппарлығымен кірді. Сендер жақсы өмірлеріңмен тәкаппар болып, мына бұлайғы қазақты менсінбей, аш отырма, жалаңаш отырма, қарамай, енді оларды Аллаға тапсырайық деп қойып, Аллаға тапсырайық деп қойып, бүйтіп қойып отыра бер. Мынау Назарбаевтық, Тоқаевтық режимнің жемтіктесі болып,
солардың құрған жүйесінен пайда көріп, солардың кембісінің сөзін тыңдап, солардың ана парақор әкімдерінен жер алып, солардың парақор әкімдерінің ақшасымен тоқал алып қажыға барып жүрсеңіздер, онда сендер сол Назарбаев Тоқаевпен бірге тозақтың төрінде отырасың. Жаратушы барлығымызды өзінің сүйікті құлдарынан қылсын. Жаратушы барлығымызды екі әлемде мейіріміне бөленген, екі әлемде еңсесі биік, жүзі жарық, мәртебесі үстем құлдарынан қылсын. Жаратушы бізді екі дүниеде де өзінің ең сүйікті, ең бақытты, ең мәртебелі құлдарынан қылсын. Қалың бауырларым, мен сендерді жақсы көрем. Діни фанатизмнен арылыңдар. Ақшаны 100-ші мәрте қажылыққа емес, нағыз мұқтаж қазаққа жұмсаңдар.